Армысыздар, құрметті Сен ТВ-ның көрермендері. Сіздермен тағы да мен, Ахметбек Нұрсила. Сағат 4-тен 6-ға дейін мен тұрақты түрде білікті әр саланың мамандарымен сұхбат өткізіп отырамын. Бүгін сондай өте халыққа қажет бір сұхбат болады. Маман, дәрігер, 12 жылдық дәрігер тәжірибесі бар. Және де әйелдер кеңесінің меңгерушісі, заводеление болып жұмыс істеген Жанна Төремұратова деген қарындасымызбен бүгін сіздермен сұхбат болады. Узист, пренатальды психолог. Жаннаның енді практикалық тәжірибесі көп. Сондықтан сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Мен алдымен Жаннаның өзіне сөз берейін. Жанна, міне көрермендерге өзіңді таныстыра кетсең, бізді Сен ТВ-ді көріп отырған, біздің телеканал жайлы хабарың бар шығар. Бұл енді мен айтқам, біздің артымызда халық тұр, бізде артымызда үкімет тұрған жоқ, ешқандай бір ұйымдар тұрған жоқ. Сен де өзің тәуелсіз қазір кәсібің жасап жатсың. Ешкім саған цензура қоймайды, халықтың сұрағына жауап береміз. Сондықтан өтініш, өзің жайлы қысқаша таныстырып кетсең. Бұл кім екен, кімді тыңдап отырмыз деген халықта сұрақ тұрады ғой. Қазір естілмей жатыр. Естіле ме? Даусым қалай естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы, айта бері. Барлықтарыңызға қайырлы кеш тағы да. Енді жалпы өзім таныстырып өтетін болсам, мен 12 жылдық тәжірибесі бар дәрігер акушер гинекологпын. Өз білімімді шетелдерде Австрия, Дубай, Кипр сияқты мемлекеттерде шыңдағанмын. Бүгінгі таңда узист пренатологпын және пренаталды психолог мамандығын игергенмін. Бүгінгі таңда әйелдерге, тек қана әйелдерге емес, жалпы жастарға, отбасын жоспарлап жүрген жастарға, баланы дүниеге дұрыс әкелу үшін, дүниеге дені сау ұрпақ әкелу үшін не істеу керек деген тақырыпта отбасы академиясы деген инстаграмда парақша құрып тегін кеңес беріп жүрген мамандардың бірімін. Жақсы, өте керемет. Енді қазіргі жерде, көкте, бүкіл әлемде мына келген пандемия келген тәж-тажал деп қазақтар атын қойыпты. Жаманат деп кейбіреулер атында айтқысы келмейді, қысқаша КВИ деп айтады. Осыған қарсы күрес енді екі түрлі күрес болып тұр ғой. Менің түсінігімде мен көптеген мамандармен сөйлестім. Алдың күні Төрегелді Шорманов ағамызбен, оның алдында Алмаз Шорман, сол Төрегелді ағаның баласы, енді танымал, әлемді танымал дәрігер. Соның кейін шетелдік Америкамен сөйлесіп отырмын. Соның мен өзімде былай көп ізденіп оқимын. Оққаным біреуі оқшаулау, екіншісі екіншісі адамның иммунитеті мықты болса, бұл бәле әуелі жұққанның өзінде де адам ауыра қоймайды екен, жазылып кетеді екен. Осы иммунитет жайлы дәрігер ретінде, мысалы, бәле жалауға бір жерден келе қалса, иммунитетті қалай көтеру керек, енді жеңіп шығу үшін оны? Түсінікті ағай сұрағыңыз. Жалпы иммунитет, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, барлық пандемиялық, эпидемиялық аурулардың атам заманнан адамзат пайда болғалы бұл бірінші рет болып жатқан жоқ, бұндай пандемиялық жағдайлар. Бізді жаулап жатқан вирустық, бактериялық аурулар өте көп. Эпидемия болып жатқан, ол адамзат пайда болғалы сондай аурулар кездесіп тұрады. Енді бұл аурулармен күресудің екі жолы бар дедік қой, біреу карантин жариялау, яғни оқшаулау. Ол бұрында да болған, қазір ғана емес. Бұрын мысалы ауылдарда оба, тырысқақ сияқты аурулар шыққан кезде оларға қара шүберек байлап ауылдың кіреберісіне, ол ауылда адамдар айналып өтетін болған, ешкім шықпайтын болған, ешкім кірмейтін болған. Яғни карантин ол заманда да болған. Сосын екінші күресі жаңағы, енді кейін оны ойлап тауып жаңағы екпелер егілу, содан кейін өзіңіз айтып өткендей адамның иммунитетін күшейту. Табиғи жолмен жалпы иммунитет деген не? Бұл біздің ағзамыздағы иммуноглобулин клеткалары үш түрлі болады. Иммуноглобулина бұл жергілікті иммунитетке жауапты, мысалы шырышты қабатта, сілекейде, мұрында болатын. Мысалы мұрнымыздағы кірпікшелердің өзі жаңағы шаң тозаңнан ірі бактериялардан бізді қорғап тұрады. Соның өзі жергілікті иммунитет, оған иммуноглобулин алар жауапты, А деген. Екінші иммуноглобулин М деген бар, ол ең алғаш
бактерия болсын, микроб, антиген біздің ағзамызға кірген кезде бөтен бір дүние соған жауап береді. Бірден атакаға деген, бірден шабуылға көшетін бірінші клеткалар. Сау болыңыз. Иммуноглобулин G-лар бұлар әрбір бактерияға бөлек, кейін мысалы иммунитет қалыптасады деп айтамыз ғой. Бұрын сол адамның сол аурумен ауырғанын көрсететін иммуноглобулиндер. Кейін сол адам сол микробтармен кездескен кезде олар дайын тұрады. Яғни қайтадан түсіп, қайтадан ағза еңбектеніп отырмайды, солар дайын атакаға барады. Яғни біздің иммундық жүйеміз өте универсалды жүйе. Бірақ мынау қазір коронавирус кезіндегі иммундық жүйе егер әлсіз болатын болса, иммунитет қайта қорғайым деп адамды өлтіріп алады. Өйткені иммунитет мысалы температураны көтерілу, дене қызуының қалыпты жағдайда ол микробты өлтіруге бағытталған. Ал шектен тыс қатты көтеріліп кеткен кезде ол жаңағы сосын шырышты қабаттар микробтардан қорғайым деп көп сұйықтық бөлген кезде өкпедегі анау альвеола дейді, өкпенің газ алмасуға қатысатын көмір қышқылын сыртқа шығарып оттегін байланыстырып отыратын көпіршіктер, өкпедегі тесіктер болады, альвеола деген. Солар суға толып, адам демала алмай, тұншығып қайтыс болып келіп жатыр. Яғни бұл жерде иммунитеттің шектен тыс өзін қорғайым деген қорғаныш механизмі өзіне қарсы жұмыс жасайды. Енді иммунитет бұл жалпы жаңағы өзінің клеткасын өзгеден айырып тұратын біздің былай қанымызда жүретін әскер деп айтса болады да. Қай жерде қандай өзгеріс болып жатыр, не болып жатыр, онкологиялық клетка болып жатыр ма, жоқ бір бөтен ағза бірдеңке кіріп кетті ма ағзаға, соны шабуыл жасап аңдып бақылап отыратын клеткалар иммунитет. Біздің қорғаушы әскеріміз дейсің ғой. Иә, қанымыздағы қорғаушы әскеріміз, яғни біздің өмірімізді сақтауға бағытталған. Бірақ ол иммундық жүйе, мысалы температураны көтерілген кезде тіпті дәрігерлердің арасында екі түрлі пікір бар. Біреулер жаңа парацетамол ішіп температураны түсіру керек. Ал кейбір дәрігерлерде жоқ, ол иммундық жүйе, ол микробты өлтіруге бағытталған. Өйткені қызу көтерілген кезде микробтар өледі. Дене қызуын жаңағы субфибрилді температура болса 40-тан асып кетпесе, оны түсірудің қажеті жоқ дейді. Яғни ол иммундық жүйенің жұмысы. Сен өзің жалпы мен ана қатты 40 градустан асып кетпесе, жаңа қатты бір лихорадочный состояние болмаса, температурамен күреспегенді жақсы көремін. Өйткені ол біздің ағзамыздың микробтарды өлтіруге бағытталған. Парацетамолмен біз керісінше ол иммундық жүйені басып тастаймыз. Жұмысын тежеп тастаймыз. Біздегі кішкене бір ыстық көтеріле бастаса, ойбай таблетка бере ғой, ыстығын түсір деп жүгіреміз. Сол енді қате деп өзің тәжірибеден өткізіп жүрсің ғой, мысалы өзіңде ауыра қалған кезде, мысалы туысқандарыңа ауыра қалғанда, балаң ауыра қалғанда ыстығын түсірмейсің ғой, қатты көтеріліп кетпесе. Жоқ. Керісінше ол иммундық жүйенің жұмыс істесін қайта жаңағы иммунитеті жұмыс істеп, микробқа қарсы ағзаның өзінің күрескені жақсы. Бірден жаңа антибиотикқа жүгіріп, бірден температураны түсірмеген дұрыс. Яғни бұл біздің өзімізді шынықтырады дейсің ғой, түрлі келген сыртқы залаларға. Өзіміздің ағзамыздың ол микробтар бұрында болған ғой. Сол иммундық жүйенің күресуіне егер шамасы жетпей жатса, уже 40-тан асқан кезде, 39-да 5, 40-қа тайған кезде ағзамыздың күресе алмай жатқандығы, ол кезде антибактериалды терапия қосу керек, қосымша дәрі-дәрмек беру керек, температураны түсіру керек болады. Жаңа нақты иммунитетті көтеру жайлы, мысалы өзіңде, мысалы қазір сол аурумен жүрсің ғой, өзіңде мысалы нақты өзің үшін, туысқандарың үшін қандай ақыл кеңестер беріп, не істеп жатсыңдар? Біз үйде ана бір WhatsApp-тан келеді, лимон, оның кейін мына усарымсақ дейміз біз, чеснок, соны тартып, содан бір сұйықтық жасап, соны ішіп жатырмыз мысалы. Енді таза ауада көбірек жүру керек, мүмкіншілік болса, үйде көбірек желдету керек. Содан кейін ыстық суыққа мен мысалы душқа түскен кезде міндетті түрде өте ыстыққа, одан кейін сұп-суық суға түсуге тырысам, андай контрастный душ дейді. Осындай шаралар мен өзімше қолданам енді, аннан-мыннан оқығаным бар. Сен өзің нақты қандай қолданасың және қандай ақыл кеңес бересің иммунитетті көбейту үшін, көтеру үшін? Менің өзім қолданатын және туыстарыма үнемі айтып отыратыным, ішкен астары дұрыс болу керек. Ең алғашқы, өйткені адам баласына жаңағы иммуноглобулиндердің түзілуіне бірінші керек дүние бұл белок. Иммуноглобулиннің өзі де белок, ақуыз белок. Яғни ол үшін адам табиғи өнім жеу керек. Мысалы фастфуд, жаңағындай гамбургерлер, ГМО қосылған тағамдар, олар иммунитетті түзбейді. Адамның иммунитетін керісінше әлсіретеді. Керісінше оның құрамында канцерогенді зат, газдалған сусындар, консервіленген тағамдар,
Оның ішінде мысалы мынау энергетикалық сусындар қазір мен кейде анау таксимен жүремін ары бері, сол кезде кез келген шопырдың алдында сондай дизи немесе әртүрлі энергетикалық сусындарды көремін. Неге ішесіздер десең, түнімен таксовать етеміз, түнімен ақша табамыз, ұйқыны ашады, ішіп үйреніп алдық, дәмі керемет, ұнайды. Әйтеуір әртүрлі сылтаулар көп, бірақ денсаулыққа олар өте зиян. Мысалы бауырдың, бүйректің жұмысын бүлдіреді олар. Фильтр біздің ағзамызда бауыр мен бүйрек синтез, белокты синтездейтін бауырда синтезделінеді. Бүйрек бұл біздің бүткіл ағзамыздағы шлактарды шығарады. Сол клеткалар бүлінгеннен кейін, ол шлактар шықпағаннан кейін әрине адамның иммунитеті де әлсірейді. Сондықтан мен айтамын, үнемі ет жеу керек. Қазіргі жастарды, әсіресе Америкада оқып келген, шетелде оқып келген жастардың арасында мына вегетариандық бір модаға айналыпты. Оларға жаңа неге ет жемейсіңдер десек, айтады, біз өліктің етін жемейміз, өлген малдың етін, енді сойылады ғой, өлген өлік жемейміз. Сондай әртүрлі жаңағы батыстың, Европаның бір кітаптарын оқып алып, миларына соны тоқып алып, біздің сонда ғасырлар бойы ата бабамыз жаңағы 4 түлік малдың етін жеп жүрген ақымақ бола қалыпты да. Батыстан жаңағы индустардың діни нанымдар, жаңағы сиырдың етін жемеу, кейін туылған кезде реинкарнация, егер сен бір жануарларға зиян жасасаң, ертең сол жануардың орнында сен боласың деген сияқты әртүрлі ағымдарға сеніп ет жемейді. Сол дұрыс емес, өйткені белок түспесе адамның ағзасына ешқандай сапалы ұрпақ дүниеге келмейді. Біріншіден, екіншіден иммунитет өте әлсіз болады. Сондай жағдайды мен өзім тәжірибемде өткіздім. Жаңағы Индияға барып, кәдімгі сол Буддаға сеніп кеткен, дін өзгерткен бір орыс келіншек бізде туды. Мүлдем ет жемейді, тек қана анда-санда сүт ішеді екен, шөп жейді. Баласы жаңа гермафродит болып туылды. Яғни не ұл емес, не қыз емес. Кейін жаңа сүт те шықпайды ол әйелде. Мысалы баласы емізейін десе сүт шықпайды. Кейін сүт шықпағаннан кейін барып мен балық жей бастадым. Балық ол жаңағы өліп қалған жануар, оған мен балықты өлтірген жоқпын деген, қиянат жасаған жоқпын деп жатып анау миына тоқып алғанда сондай дүниелерді. Сол үшін біздің жастарға айтамын, біздің ата бабамыз нақты дұрыс тамақ, қазақи тамақ жеңіздер. Жаңағы қымыз ішіңіздер, саумал ішіңіздер, ет жеңіздер. Соғымның еті деп біздің ата бабамыз бекерден бекер жүрмеген ғой. Мысалы нарттай жаңа қандай қыстың қаққан аязында да ешқандай ауруға дес бермей, қыстан киіз үйде отырып аман есен шыққан. Сол үшін бірінші ас адамның арқауы, асқа көңіл бөлу керек иммунитетті күшейту үшін. Екіншіден әрине жаңағы сіз айтқан движение жизнь дейді ғой, жаңағы көп қозғалу, жүру, тұру, оның ішінде жаңағы обливание дегенде сіздің айтып жатқан контраст, бір ыстық су, бір суық су. Оның адамның терісін, яғни суыққа, ыстыққа төзімді болуын, бізде қазақтарда өз 2 диагноз бар ғой, суық өткен немесе көз тиген. Сол суық өткеннен қорғайды негізінде. Сол үшін әрине жаңағы сапалы өмір салты, зиянды әдеттерден бас тарту, темекі сияқты зиянды әдеттер біздің жаңа мен айтып өткен жергілікті иммунитет, иммуноглобулиндер бар ғой, мысалы мұрындағы, ауыз қуысындағы, шырышты қабаттағы иммунды клеткаларды өлтіреді. Сондықтан вирустардың жұғу қаупі жоғарырақ болады. Ал ұйқышы, мысалы дұрыс ұйықтау, жеткілікті мөлшерде ұйықтау, менің біраз оқығанымда артық ұйықтасаң да зиян екен, кем ұйықтасаң да зиян екен. Ана мелатонин бөлінбейді, мелатониннің әсері иммунитетке де дұрыс немене ме? Сондықтан қазір жастарымыз түнгі сағат 1-2-ге дейін бір кино көріп, болмаса инстаграмда көріп шұқылап отырады да, соң кейін көбірек ұйықтайды, 7-8-дерде, 9-дарда барып тұрады. Осы иммунитетке ұйқының әсері бар ма? Ұйқы тікелей әсер етеді. Біздің мысалы адамның жалпы ішкі секреция бездері бар ғой, сол барлық ішкі секреция бездері мида басқарылады. Гипоталамус, гипофиз деген орталықтан бүткіл жаңағы қант диабеті, мысалы ұйқы безінің бұзылуынан болады, баланың бойының өспей қалуы эпифиз бездерінен болады, соматотропты гормонның бөлінуі, барлық бездердің, тіпті жыныс бездерінің жаңағы фолликул стимул дейтін ЛГФСГ деген гормондар өте көп, соның барлығы мида бөлінеді. Егер ұйқы дұрыс болмаса, бізде биологиялық сағат бар басымызда. Ол бұрыннан қалыптасқан, эволюцияда қалыптасқан адамның өзінің жаңағы ұйықтау керек сағат, онда түн батқан кезде, күн таң атқан кезде күнмен бірге тұру керек, күннің нұрын адам алу керек, энергия алу керек күннен. Сол бұзылған кезде, әсіресе жастар ночной клубта жүреді, жаңағы сіз айтқандай ритм бұзылып кеткен, әсіресе түнде таксовать етсе көбірек ақша табамыз деп
сондай түнгі жаңағы той, әсіресе тойда істейтін жаңа тамада асаба, той томалақ тойлап жүретін біздің қазақтардың ұйқысы дұрыс емес. Содан кейін мең-зең болып жүреді. Мең-зең болып өзінің қайда не әлгі пространствосын жоғалтып қоятын адамдар болады. Қайда не істеп жүргенін түсінбейтін. Сондай адамдарда әрине ол гормондар дұрыс бөлінбейді, ал ол гормондар иммундық жүйеге тікелей байланысты. Сондықтан ұйқының алло, естілмей қалды. Тыңдап тұрмын ағай. Мен өзің білесің ғой, мен ана доктор Диспенза, Джо Диспензаның семинарларына барып кітаптарын оқып жүрмін. Сол кісі мына эмоцияның иммунитетке өте тікелей әсері бар екенін жайлы көп айтады. Жаңа иммуноглобулиндер, мысалы IgA деген иммуноглобулиндер бағана ауыз қуысында болатын. Көңіл күйдің иммунитетке қандай әсері бар? Өкпе, реніш, үрейдің иммунитетке қандай әсерлері бар? Мысалы өкпе, қуаныш дегеннің өзі бұл біздің ағзамызда бөлініп жатқан гормондар ғой. Сол жаңа айтып өттім ғой, ұйқы тыныш болмаса, көңіл күй дұрыс болмаса, ол гормондар, мысалы үрей, қорқыныш, адреналин жаңа гормондар, сосын окситоцин гормоны, соның барлығы мидан бөлінеді. Егер ұйқыңыз тыныш болмаса, үрейленіп жүрсеңіз, сол қорқыныш гормондар көбейген кезде әрине иммунитет әсерейді. Мысалы, оған дәлел тіпті онкология болып кетуде мүмкін. Стресстік жағдайлар алған кезде, мысалы, біздің пациенттердің көбісі онкологиялық жағдайға душар болғанда біз сұрастырамыз ғой. Сол кезде алдында бір үлкен депрессиялық, үлкен бір соққыға, мысалы, туысқандарын жоғалтады, болмаса тағы да басқа әртүрлі депрессияға ұшырап. Карантинде отырып қалады. Карантинде отырып қалады. Сондай бір жағдайлардан кейін сондай онкологиялық ауруларға душар болады. Сосын самовнушение деген болады адамда. Мысалы бір енді менде бір тәжірибемде оқиға болды. Бір әйел УЗИ өтетті, сосын сол жердегі дәрігер ол кісіге сізде рак болуы мүмкін деген бір сөз айтып қалады сөздің арасында. Негізі ол этика диантологияға өте дұрыс емес нәрсе. Содан кейін ол кісі бізге келеді, біз айтамыз, сізде ешқандай рак жоқ, ешқандай онкология жоқ. Сізде кәдімгі жатырыңыздағы миома, ол рак емес. Ол кәдімгі бір ет өсіп тұрған. Ол біздің Қазақстандағы әйелдердің бір 40%-ында бар десем қателеспеймін. Ол онкология емес. Бірақ ол әйел миынан тоқып алды, естіп алды. 2 жылдан кейін ол кісіде рак шықты. Өйткені сол кезде ол өзінің миына құйып алды. Одан кейін операция жасап миомасын алған кезде мен бүткіл маткамды, аналық безімді бәрін алып тастаңдар, мен ертең рак болып кетуім мүмкін деп настаивать етті. Операция кезінде бірақ органдар сау. Сол үшін ол кісіге айтты, біз сіздің органдарыңызға тиіспейміз, қалдырамыз. Ол әрбір органның өзінің атқаратын қызметі бар деп қалдырды. Бірақ 2 жылдан кейін ол кісі рак болды. Сол кезде мен сендерге осыдан 2 жыл бұрын айтып едім, алып тастаңдар деп. Біз айтамыз ол кісіге, сізде ол кезде сау еді. Мына психосоматика дейді ғой, адамның миы өзіне самовнушение, менде рак болады деп өзіне қойып алды. Сосын шынымен де 2 жылдан кейін ол кісіде рак пайда болды. Сол үшін адамның көңіл күйі, ұйқысы барлығы позитивте жүру керек қой, алынбайтын қамал жоқ, шешілмейтін түйін жоқ. Рахмет. Міне, құрметті көрермендер, қараңыздар, дәрігердің байқамай айтып қалған бір қарапайым сөзі бір адамды жаңағы жаман ауруға, ракқа шалдыртып отыр. Психосоматика деген өте қауіпті нәрсе. Адам не ойлады, ағзасы тура солай қарай бейімделе бастайды. Адамның назары қайда ауса, сол өседі. Ауруға ауса, ауру өседі, денсаулық болса, денсаулық өседі. Енді жаңағы Жанна ханымнан естігеніміз, ең біріншісі дұрыс тамақтану. Яғни табиғи тамақтарды, қазақтың табиғи тамақтарын жеу, ал енді бүкіл мына дүкендегі ұзақ мерзімде сақталатын сусындар, ұзақ мерзімде сақталатын түрлі тәтті тоқаш, торт, осының бәрі біздің иммунитетімізді түсіруге алып барады. Бұл тек қана коронавирус емес, басқа да түрлі небір жұқпалы аурулар көп қой. Сонымен біздің ағзамыз күресе алу үшін иммунитетіміз жоғары болу керек. Қайталап айтамын, тек қана коронавирусқа ғана емес, барлық аурулармен күресе алу үшін. Сонымен дұрыс тамақтану керек екен, дұрыс ұйықтау керек, ерте жатып, ерте тұру керек, таза ауада жүру керек, көбірек қимылдап, күніне кемінде бір 5 шақырым, мен күнде 5 шақырым жүрмесе, мен ол күнде түк істемедім деймін. Әйтпесе 10-11 шақырым жүремін күнде. Отырып тұрып түрлі қарапайым жаттығулар жасау керек. Соның кейін душқа суық түскен кезде ыстық су, соның кейін суық су. Сол кезде адамның иммунитеті жоғары болады. Мысалы, менде қазір қорқыныш жоқ. Мысалы, маска тіпті біреу қасыма келсе де мен қорқпаймын, өйткені мен өзімнің иммунитетім жоғары. Соның кейін ең бастысы адамның ешкімге ренжімеуді үйрену керек.
қорықпауды үйрену керек, өткенге өкпелемеуді үйрену керек. Былайша айтқанда, эмоцияңды, көңіл күйіңді өте жоғары деңгейде ұстап отырып үйрену керек. Осы нәрселер біздің иммунитетімізді көтеруге, мына түрлі ауруға дәрісіз-ақ ештеңкесіз қарсы шығуға немене болады екен. Енді кім жанына қазір мына екпе вакцинация ойлап шығарып жатыр ғой. Осы жерде тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Мына жаңа үрей дедік қой. Мына неменеге біздің WhatsApp-та отырамыз, әлеуметтік желілер бар, оның YouTube бар. Кемінде бір 100 шақты немелер келген шығар. Неше түрлі ақпараттар қарама қайшы. Басында мынандай ақпарат келді. Басында айтты, бұл шындығында да ешқандай пандемия емес. Бұл Қытайдың ойлап шығарғаны. Қытайлар өздерінің олардың заводтарының көптеген мекемелердің акциясын европалықтар, америкалықтар сатып алған ғой. Соны құлатты. Анау мүлде тиім болып қалғаннан кейін, Қытайдан бәрі қашқаннан кейін акциялар сатады ғой. Сол кезде Қытай арзанға сатып алды да өз мекемелерімен осылай жасады деп. Содан кейін Қытайдың адамдар қырылып жатқаннан кейін ол немене кетті. Содан кейін айтты, бұл шындығында пандемия емес, бұдан тұрған ештеңке жоқ. Бұны бір әлемдік бір правительство бәрі бірігіп алған, барлық елдің басшылары халықты жынды қылып, халықты үйде ұстау үшін, халықты үркіту үшін деп айтты. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Әуелі ғалымдар, дәрігерлер, қараса ғылым докторлары, медицина ғылым докторларын бір-екеуінікін көріп қалдым, және ол өте көп тарады. Және адамдар тарата береді. Мен айтам, сен мықты болсаң, онда сол ауырған жерге бар, дәрігерге барды, соның қасына бар жат, ауырып жатқан адамдарға. Мықты болсаң, солға көмектес, айт, мен бітті өзім, мен қорықпаймын бұдан деп. Бірақ оған бармайды, үйде отырып, әкіне жібереді. Содан кейін үшінші, одан кейін барып, мынандай келесі бір ақпарат тасқыны. Бұны вакцина жасап, содан кейін бүкіл халықты вакцинациялап, 1 миллиард халық қалдырады екен. Қалған 7 миллиард халықты, мысалы қазір 7 миллиардтан асып кетті, 6 миллиард астам халықты осы вакцинамен жойып жіберу керек. Тура сол үшін қазір қорқытады да, түгелімізге вакцина салдырады. Бұны да мына мировой правительство, масонский ложа, үстінде Билл Гейтс деген тұр деп, соны басы қасында, солымен бірге жасап жүргендей қылып тұрып таратады. Ол үздіксіз келгеннен кейін адамдарда үрей пайда болады. Әкау шынымен вакцина салам екен, ертең күніміз не болады, бұл қалай болады деп. Соң кейін айтады, артынан чиповать етеді екен деп. Осыған өзің дәрігер ретінде не айтасың? Шынымен аурулармен қазір араласып, басы қасында жүрсің ғой. Осы қауесеттерге қандай жауап беретін едің? Мысалы енді басында мынау қазіргі коронавирус шыққан кезде бұл вирусологиялық институттан жаңағы вирустарды зерттейтін орталықтан тарағаны ақиқат. Өйткені ол вирус мысалы бұрыннан бар табиғатта. Мысалы адамдар көрсетіп жатыр ғой, жаңағы енді шыққан вирус деп, бірақ жаңағы қол өңдейтін бір антисептиктарда коронавирусқа да қарсы деп жазылған жазулардың бар екенін көрсетіп жатыр. Ол вирус бірақ адамға жұқпаған еді бұған дейін. Адамзат онымен кездеспеген. Неге десеңіз, мысалы біздің ата-бабамыз мысалы көртышқанды жеген жоқ қой. Көртышқанның неге мысалы біздің сүтқоректілерді ғана жеді ғой. 4 түлік малды жеді. Өйткені оның ағзасында кездесетін бактериялармен біздің ағзамыз күресе алады. Ал мысалы жаңағы көртышқанның 40 градусқа жарғанат жаңағы летучая мышь. Соның қаны 40 градусқа дейін, бізде мысалы 36-37-ге дейін болатын болса, олардікі 40 градусқа дейін спокойно жүре береді. Сондықтан ол вируспен ол өмір сүріп жүре береді. Біздің де мысалы ағзамызда өзімізге керегі бар, керек емесі бар бактериялар толып тұр ғой. Сол сияқты оның да ағзасында жүре беретін еді. Бірақ мысалы ол Қытай бұған дейін де ол жарғанатты жеді. Бірақ оған ол жұққан жоқ осы күнге дейін. Сол вирусты олар өзгеріске ұшыратып, мутация жасап, тәжірибе жасады жарғанаттарға вирусологиялық институтта. Сол жарғанат ұшып кетіп енді адамдар жеп, Қытайлар сол жұқтырып отыр. Содан кейін адамзатқа ол таралды. Енді жоқ, бұны біреу әдейі осы адамзатты қырайын, адамзатты санын азайтайын деген. Жасаған жоқ. Ол мысалы вирусология әрине биологиялық, бактериологиялық қару бұл атам заманынан белгілі дүние. Тіпті баяғы индустар кезінде де мысалы Америка, жаңағы ағылшындар Америкаға барады ғой. Сол кездегі анау нелерді, индустарды жаулап ала алмайды. Сол кезде мына көрпеге шешек ауруының несін қосып,
көрпе подарить етеді, балаларыңызға жамылыңыздар деп. Сол кезде ол көрпені жамылып жатқан кезде бүткіл ана инфекция бойларына тарап, балаларының бәрі қырылып қалған. Ал европалықтар өздеріне инфекция неме салып алған ғой, да? Вакцина салып болғанда оны сол жаңағы индустарға сыйлаған. Біз болды жеңілдік, болды біз мир, жаңағы көрпе мне подарок деп жаңағы одеялдарын сыйлайды. Балалары өздері жамып, сөйтіп, мысалы олар енді бұрыннан ол қолданылатын дүние. Оны біз айтайық, айтпайық, ол жасырын, жаңағы вирусологиялық институтта бәленбай миллиардтаған қаржы бөлініп, бекерден бекер жасалынып жатқан жоқ. Ол мысалы енді жақсы мақсатта ма, жаман мақсатта ма ол зерттелінді, бірақ ол абайсызда шығып кетті. Егер оны мысалы пандемия есебінде ақша табу мақсатында жасайтын болса, мысалы кез келген адам жасағаннан кейін өзіне жұғудан қорқады ғой. Сол үшін ол бірінші емін жасап алу керек еді, одан кейін тарату керек еді. Сол үшін ол мен әдейіге таратылды, әдейіге жұқтырылды дегенге мүлдем сенбеймін. Өйткені мысалы қазірде компьютерларға бірінші вирус таратады, артынан антивирусты сатады ғой, компьютерді нету үшін. Сол сияқты егер бірден жаңа емі шығып міне деп сатылып жатса, адамдар қырылып жатқан кезде олар ақшасын аямай сатып алатын еді. Сондықтан мен оны әдейіге таратты. Мен ойлаймын, әрине оны жаңағы зерттеді, нетті, бірақ абайсызда ол жаңағы әлемге тарап кетті. Жақсы, рахмет. Енді өзің мысалы 12 жыл тәжірибелі дәрігерсің, оның алдында неше жыл оқыдың осы медицинада? Қазақ ұлттық медицина университетін Санжар Жапаров Асфендияров атындағы 7 жыл оқыдым. 1 жыл Астанада резидентура оқыдым, Астана медицина университеті. Сосын 3 жыл мына Алматыдағы акушерия, гинекология және перинатология ғылыми зерттеу орталығында 3 жыл резидентура оқыдым. Сонымен 11 жыл оқыдың, 12 жыл тәжірибең бар, сон 23 жыл медицина саласында жүрсің, бірақ қызық болғанда бір медициналық 1 жылда оқымаған, бір кітап, толық медициналық кітап оқымаған адамдардың бәрі қазір вирусолог, эпидемиолог. Бұл қайдан тарады, қалай тарады? Мысалы, кешегі Төрегелді Шарман ағамыз, мысалы, 70 жыл медицинада жүр, академик, ғылым докторы, Ресей Қазақстан медициналық академиясының академигі. Соныкін айтсаң да, аналар айтады. Айта береді олар. Оны битіп жасап шығарған. Алмаз Шарман, мысалы, Америкада оқыған, енді ғылым атағын айтатын болсаң, 10 минут айтуға болады. Ол да айта береді, ол да сатылған, оны ақша беріп сатып алған. Енді қазір жанына айтса, саған да сенбейтін көрермендер барады. Ол айта береді. Енді 23 жылдық демеден мысалы оқып жүр ғой, тәжірибесі бар ғой десе, оған бір американецтер ақша төлеп қойған шығар. Жарайды, енді әркім өзі, мен ойлаймын, сондай адамдар өздері зұлым, өздері елге жаманшылық ойлайтын адамдар үнемі ар жағында бір жаманшылық түрде ойлайды. Енді осы жерде қазір вакцина жайлы түрлі хабарлар келіп жатыр. Ана жақтан ойлап шығарды, шындығында да көп елдер бұл дәріні ойлап шығарған, бірақ ең қиыны бұны клиникалық тәжірибеден өткізу. Адамның ағзасына, басқа ағзасын, мысалы жүрегін, бауырын, бүйрегін, асқазанын құртып, тағы бір ауруға шалдырықтап жібермеу үшін бұны тәжірибеден өткізу керек көп адамдардан. Қазір тәжірибеден өткізіп бастады. Бірақ осы вакцина жайлы айтып кетейікші енді. Вакцина деген басқа нәрсе, дәрі деген басқа нәрсе ғой, екеуі да. Мысалы, жаңағы біреу жұқтырып алды коронавирусты. Соны емдеу үшін ол дәрі, ал енді алдын алу үшін вакцина. Жоқ, вакцина екеуіне де жарай ма? Жоқ, ауырған адамға вакцина ешқашан салынбайды. Көп адам соны шатастырады. Мысалы, емдеу, дәрі-дәрмек, ол жұқты, диагноз қойылды, емдеу мақсатында тағайындалынатын дәрі. Вакцина бұл сол аурумен жұқтырған кезде, сол аурумен қатты формада ауырмас үшін. Яғни біздің иммундық жүйемізді дайындап қою. Профилактика, алдын алу. Яғни ол аурумен біз жаңағы мүлдем ауырмаймыз деген сөз емес. Кездескен кезде біздің иммунитетіміз дайын, шабуыл жасайды, атака жасайды, сөйтіп бізді қорғайды. Біздің иммундық жүйемізді дайындап қою. Вакцина деген сөздің өзі, жаңағы вакка деген, сиыр деген сөзден шыққан ғой латынның. Анау ең алғашқы кезде бұны Осман империясында жаңағы сиырлар, сауыншылардың шешекпен ауырмайтынын байқағанда, өйткені олар сиырдың шешегі ауруын жұқтырып, жеңіл формада ауырып өтіп кететін болған сауыншылар. Ал кейін мысалы бүткіл ауыл қала шешек аурумен ауырып жатқанда сол адамдар ауырмайтынын байқаған ғалымдар, зерттеушілер. Сөйтіп жаңағы сиырдың
әдейіге шешекпен ауырып жатқан кезде, мына шешек болған кезде сыртын қабыршық қаптырып кетеді адам денесін. Сол қабыршықты алып әдейі адамның денесін тілгілеп терісіне қанға бүйтіп кіргізетін, әдейі жұқтыратын болған. Сөйтіп соны байқаған кезде басында әрине жаңағы пленныйларға, тұтқынға түскен адамдарға жасаған сол тәжірибе. Кейін нәтижелі болғаннан кейін, ол адамдардың ауырмайтынын білгеннен кейін өздеріне де жасай бастаған. Сосын кейін Европа оны жаңағы байқайды да, Осман империясынан алып үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап Англияда. Сөйтіп вакцинаны ойлап тапқан. Негізі бірақ жаңағы Осман империясынан негіз алған. Ана сиырдың қабыршығын алып қанатып теріні. Ол сонда сиыр ауырды жаңа шешекпен, соның терісіндегі күлдіреп тұрған терісінен жаңа микробты алып адамның қанына кіргізеді. Негізі шешек мына ауа, воздушно капельный дейді ғой, ауа арқылы жұғатындықтан, өзінің жұғу механизмімен жұқпағандықтан бірден қанға өткеннен кейін адам жеңіл түрде ауырып өтетін болған. Зато кейін бәрі ауырып жатқанда ол адамдар ауырмайды. Яғни шешектен өлмейтін болған. Сөйтіп 95% населениясын, халқын аман есен сақтап қалатын болған. Вакцинаның шығуы енді бір медицинаның ең үлкен бір жетістігі деп айтады ғой. Мысалы, тағы да бір қауесет естіп қалдым. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде адамның санын азайту үшін, мына масондар дейма, еврейлер 100 миллион адамды оспаны жұқтырып, өздері жұқпайтындай әдейі қырған адамдарды деген. Сондай да өсек немелер қауесет жүреді. Енді қазір бізде жалпы вакцина жайлы адамға қаншалық пайдасын тигізді осы вакцина жайлы? Сол жайлы айтып кетсең. Бізде тарихта білеміз, мысалы, холера, чума, жаңағы оспа, яғни шешек ауруы, осы аурулардың барлығы пандемия болып, бір замандарда адамзат пайда болғалы бері адамзатты қырып келе жатқан аурулар еді. Құдайға шүкір, қазір мысалы, мен де, сіз де холерамен ауырған адамды көрген жоқпыз. Біздің әке-шешеміз де көрген жоқ. Чумамен ауырған адамды біз Құдайға шүкір көрген жоқпыз. Ол ненің арқасы? Ол әрине вакцинаның арқасы. Біздің ата-бабамыз ол ауруларды көрген, талай балаларда, үлкен адамдарда қырылған кезінде. Карантинмен, жаңа басқа да тәсілдермен әйтеуір аман есен құтылып, тірі қалып отырған ұрпағы. Бірақ миллиондап, миллиардтап адамдар сол кезде, мысалы, дүние жүзі бойынша қырылып қалып отырған. Бұндай жазбалар тіпті біздің эрамызға дейінгі жаңа Қытайдың жазбаларында, индустардың, Индияның жазбаларында кездеседі. Бәленбай мың адам өлді, осындай ауру деп. Сосын әрине оның атаулары әртүрлі, бірақ жаңа клиникалық белгілерін қараған кезде оның холера екен, чума екен, ғалымдар дәлелдеген. Демек, ол аурулар біздің адамзат пайда болғалы бізбен бірге келе жатыр. Бұл ауруларды біз әрине вакцина деген бір панацея емес, бірақ көптеген адамзатқа қауіп төндірген ауруларды жеңуге бізге көмектесті. Ол ақиқат. Соның арқасында біз холераның да, чуманың да не екенін білмейміз. Оспадан, шешектен уже бір оспаны жеңгенімізге басам біз 1800 ең соңғы сол шешектен өлген медициналық фотограф болған, содан кейін ол тіркелмеген. Жақсы, керемет. Дүние жүзінде біз оны жеңеміз. 1980 жылдан бастап вакцина енгізілмейді шешекке. Мысалы, сізді енді білмеймін ағай, 80 жылдан үлкен кісілердің барында иығында тыртық бар. 80 жылдан бері қарай, сондай даже анекдот бар ғой, жаңа қай жылда туылған қалай білеміз дегенде 80-нен арыма берме. Иығын көрген кезде жүзі бос, біз соны жеңдік деп уже вакцинадан бас тартты. Өйткені 1978 жылдан кейін ол ауру тіркелмеген. БЦЖ деген сол ма? Жоқ, БЦЖ бұл роддомда салынатын туберкулезға қарсы. Туберкулезға қарсы вакцина. Мына БЦЖ біздің қоғамда үлкен бір резонанс тудырады. Адамдар біреу салу керек дейді, салмау керек дейді. Өйткені БЦЖ түбегейлі иммунитет тудырмайды. Туберкулез мысалы біздің барлығымызда БЦЖ салынған. Бірақ туберкулез мысалы менде де БЦЖ салынған. Туберкулезбен жұқтырып алу мүмкін, иммунитет әлсіреп кетсе жұқтырып алу мүмкін. Егер жұқтырып алу мүмкін болса, онда БЦЖ неге салу керек деген сұрақта туындайды. Бірақ баланың алғашқы иммунитет әлі қалыптаспаған кезде уақытша иммунитет қалыптастыру өте маңызды. Сондықтан бала туылған кезде егер
жаңа шала туылмаған дені сау бала болатын болса алғашқы 4 тәуліктің ішінде роддомда БЦЖ салынады. Бұл туберкулезге қарсы вакцина. Бірақ түбегейлі иммунитет қалыптастырмайды. Жақсы, қазір Жанна, осы вакцина салғанның кесірінен біраз ата-аналар балаларының мүгедек болып қалғанын айтып, бір кәдімгідей әлеуметтік желіде топ құрып, үлкен шу болып жатыр. Бұл неден болады? Қазір соның кесірінен біраз адамдар ауырғаннан кейін осы вакцинаға қарсы, білмеймін, халықтың бір 80% десем артық айтпайтын шығармын, 80% қарсы. Әуелі кейбір депутаттарымыз парламенттің трибунасынан осы вакцинацияны мүлде тыйым салу керек деп маған мысалы әлеуметтік желі арқылы басқа хабарласатындар айтады, осы вакцина деген бұл бір белгілі бір топтың бізді чиптамақшы, бізді құртып жібермекші, біз бала таппай қалатын боламыз деген қауесет етек алып тұр да өте Қазақстанда. Осы жайлы не айтасың? Осындай болуы мүмкін бе? Сол арқылы енді кім біліп жатыр? Мысалы, жүректе сондай күптілік бар. Осы үрей, бағана айттың ғой, үрей, қорқыныш адамның иммунитетін түсіреді. Осы үрей қауесет тараған сайын бәрі бісміллә не болып кетеді екен, ойбай, бәрімізді чиптайын деп жатыр екен, бәрімізді вакцинамен алып құртайын деп жатыр екен, әлемді жаулап алып, бәрімізді құртып жіберейін деп жатыр деген үрей себіліп жатыр да. Оны біреу әдейі жіберіп жатыр ма? Мен соны ұқпаймын. Сондай қауіп бар ма өзі? Жоқ болса соны дәлелдеп, нақты қалай дәлелдей аласың? Ондай қауіп жоқ деп. Бұл жерде аға, мысалы, бұл біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдар пайда болды сондай. Мысалы, біздің заманымызда біздің әке-шешеміз вакцина салдыру керек па, керек емес па деген сұрақ болған жоқ. Олардан ешкім сұрамайтын еді. Ол салынатын еді. Және ондай асқынудың бар жоқтығын, или мына ақпараттың таралуы қиын болды ма, интернет жоқ болды ма, біздің ата-анамыз айтып, біз вакцина баламызға салдырған кезде ойланбайтын едік. Дәрігер айтты, болды, заң, салдыратын едік. Мысалы, мен өзім бүткіл вакцинаны алған адамдардың бірімін. Құдайға шүкір, ақыл есім дұрыс. Менің қатарластарымның барлығы вакцина алған. Бұл мына біз тәуелсіздік алған жылдардан кейін пайда болды. Сондай жаңа вакцинаға қарсы, тіпті дәрігерлердің өздері, менің коллегаларым өздері вакцинаға қарсы, көбісі мысалы тіпті балам содан кейін ДЦП болып қалды. Әрине ДЦП ол туа пайда болған, бірақ жаңа аяқ қолын жыбырлатып жататын, кейін вакцинадан кейін былқ-сылқ етіп қимылдамай қалды. Тағы да басқа көптеген тіпті біз дәрігерлердің арасында, дәрігерлердің балалардың арасында сондай асқынулар болады. Енді өкінішке орай кез келген ол вакцина бөтен дүние. Дәрі-дәрмекте ішкен кезде бізде побочные действия дейді, жанама әсерлері. Вакцинаның да осложнениялар болады. Ол қалыпты реакция күйінде өтуі мүмкін. Жаңағы жергілікті вакцина енгізген жер қызарып, жаңағы кішкене ауырыңқырап, бөртпе пайда болып, ол бөртпе 8 сантиметрден асып кетіп, немесе жалпы ағзаның реакциясы, температурасы көтеріліп, сондай бір реакциялар ол қалыпты жағдайға жатады. Бірақ ол реакциялар 2-3 күннен аспайды. Қалыпты жағдайда өзі қайтып кетеді. Бірақ асқынулар да бар, энцефалит сияқты, сал болып қалу, жаңағы ми қабыршықтарының қабынуы сияқты әртүрлі асқынуларын біз жоққа шығара алмаймыз. Өкінішке орай біздің елімізде сол асқынуларды зерттеп, бақылап, қадағалап отыратын ешқандай орталық жоқ. Сосын дәрігерлерге мысалы оның противопоказаниясы бар. Әрбір вакцина салдырардың алдында оған қарсы көрсеткіштер бар. Мысалы, барлық балаға сал деп айтты екен деп сала беруге болмайды. Мысалы, тамағы қызарып тұрса, температурасы көтеріліп тұрса, бала қандай да бір ағзасында кінәрат болып тұрса, вакцина сол ауруды күшейтіп жібереді. Өйткені ол иммундық жүйеге әсер етеді. Иммундық жүйе ол өте сильный оружие деп, жаңа әскер деп бекер айтқан жоқпын. Сондықтан кез келген ауруды бірінші педиатр разрешение, яғни рұқсат берердің алдында вакцина салдыруға міндетті түрде баланы мұқият тексерілу керек. Оның противопоказания, бұл бірінші жағдай. Өндірілуі, кеңес үкіметі кезінде вакцинаны өзі өндірді, өзі салды, ешқандай шетелден алып келінбейтін. Қазір біздің Қазақстанда ешқандай вакцина өндірілмейді, бәрі шетелден алынып келінеді. Әрине, вакцинаның сапасыз болып келуі мүмкін бе? Сапасыз болғандықтан ба? Жоқ, қандай жаңағы немене дәрігердің кішкене тәжірибесінің аздығы,
біліктілігінің төмендігінен кеселінен де жаңа айттық та, өзіңіз айтып жатсыз. Ыстығы көтеріліп тұрса, мүмкін бір оған қарсы бір ағзасында бір дерттері болатын болса, оны қоздырып жіберетін. Онда вакцина салмау керек. Ал енді екіншісі, дәрінің сапасынан да болуы мүмкін ба? Сапасынан болуы мүмкін. Соны айтып жатырмын, Ахметбек ағай. Бізде Қазақстанда өндірілмейді, біз оны бақылай алмаймыз. Сосын кейін бұл мынау ұлттық қайыңдарға енгізілген прививкалар, екпелер, бұлар ұлттық қауіпсіздік. Яғни бұл кәдімгі КНБ-мен тексерілетін дүние. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитетіміз бақылап отыратын дүние. Бірақ ол қаншалықты бақылануда, әрине бұл прозрачный дүние емес қой. Мысалы, партиясымен Қазақстанға әкелінді, сосын дәрігерге берілді. Мінекей, сіздерге әкелінді, Индиядан әкелінді, көбінесе Индиядан препараттар арзан болады. Солар әкелінеді Қазақстанға, немесе Европадан әкелінді, Англиядан, Германиядан әкелінеді, ақш-тан әкелінеді кейбір препараттар. Мінекей әкелінді, соны салыңдар, болды. Одан кейін өкінішке орай бізде соны зерттеп отыратын. Мынау Индиядан келген препараттың асқынуы көп болды. Мынау Германиядан келген препараттарда асқыну болған жоқ. Соны сараптап отыратын орталық, я болмаса мамандар жоқ. Біріншіден, кез келген, мысалы, шетелде де дәрілерді апробацияға шығарардың алдында, тіркеудің алдына, жаңағы адамдарға енгізердің алдында көбінесе жаңағы ақшаны бөлетін бұл фарм компаниялар. Әрине, мен ақша төлеп тұрғаннан кейін менің мүддем қорғалады. Менің қанша дегенмен кім ақша төлейді, соның сөзі сөйленеді. Жақсы. Ал мемлекеттің қаражатынан төленбегеннен кейін, сол үшін біз оның сапасына, әрине біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті оны бақылап отырады, бірақ бәрібір ойымызда бір күдік тұрады. Екіншіден, оның тасымалдануы, мысалы, оның әрбір температурасы бар. Тасымалданудың, мысалы, Индиядан келетін препараттарда, тіпті менің естуім бойынша, ол жақта күн ыстық, одан кейін білесіздер, кішкене санитарлық жағынан өте нашар қалып, сол кезде талаптар сақталынбай қалады. Жақсы өндірілді, бірақ тасымалдау жаңағы температурасы бар, күнге түспеу керек деген сияқты. Сондай нәрсе сақталынбай қалса, сапасы білмейді. Үшінші жағынан, ол келгеннен кейін хранение. Әрине біздің организациялар ол жағынан ешқандай кінәрат жоқ, бәрінде холодильник, бәрінде норматив сақталынған. Үшінші жағынан бізде жаңағы орталықтар жоқ, соны бақылап, қадағалап, анализ жасайтын. Өкінішке орай мен ешқандай Қазақстанда мынау прививкадан кейін осындай осложнение болды деп мойындалған оқиғаны көрген жоқпын. Бізде жаңағы қандай асқыну болса да ол прививкадан емес, баланың өзінің ауруы деген нәрсемен жабылып қояды. Өкінішке орай солай. Жақсы, түсіндім мен. Сонда енді жаңағыдай қауіп қатері бар екенін оны біз түсініп отырмыз. Енді мысалы менің немерелерім қазір жасатуға біз рұқсат беріп жасатқыздық, бірақ басқа халыққа қалай айтады дедің? Өзіңнің де балаң бар ғой. Жасалу қауіпті ма, жасамаған қауіпті ма? Баланың ары қарай аман есен дұрыс азамат болып өсу үшін. Жасалған кезде сол бір нәрсеге жұғып кету, немене болып қалуы, ДЦП болып қалу қаупі үлкен ба? Жоқ, жасамаса бір аурулар жұқтырып алу қаупі үлкен ба? Қайсысы үлкен? Жаңағы асқынулар жайында айтқан кезде біз 100 баладан біреу, екеу байқаймыз. Бірақ ол, мысалы, стандартпен келе жатқан прививкаларда балалардың көбісінде асқыну болмайды. Арасында әрине болады, ол тіпті мойындалмайды. Жаңа прививкадан екен дәлелденбеген дүниелер. Сондықтан, мысалы, мен өзім қызыма прививка салдырдым. Жаңағы роддомда БЦЖ-сынан бастап барлық прививка салынды. Бірақ мен айтар едім, балаға бірінші дәрігер емес, ата-ананың өзі жауапты. Сондықтан балаңыздың қызуын өлшеп, өзі ана сезеді, тамағы жөтеліңкіреп, түшкіріп, мұрнынан жаңа маңқасы ағып, тамағы қызарып тұратын болса, прививкаға апармай-ақ қойыңыздар. Сосын кейін прививканы мынау бір қыс жаз мезгілдері емес, қатты ыстықта емес, бір жаңағы май, апрель айларында, болмаса қатты ыстық күндерде бала терілеп, жаңағы прививка жасалған жерлерде асқыну қызарып кетіп сөйтіп жатады. Немесе қатты суық күндер ата-аналар прививка салдырғаннан кейін суық түйдіріп алып жатады. Одан кейін прививка салдырып едік, содан асқыну болды деп соған жаба салатын жағдайларда болып жатады. Сол үшін бұл жерде мұқият болу керек. Сосын баланы су түйдірмеу керек деп айтады, соны мұқият сақтау керек. Одан кейін педиатрды таңдаған кезде де мен айтар едім, кішкене біліктілігі бар. Әрине біз жаңағы тегін поликлиникаларға жүгіруге құмармыз, бірақ жақсы дәрігерлер көбінесе ақыл жерде жаңағы өзін өзі сыйлайтын, тәжірибесі мол,
дәрігерлер ақыл жерде отырады. Енді педиатрға, жаңағы жақсы педиатрға барып көрсету керек. Біз екі ортада бір педиатрларсыз қалып қойдық қой. Бір кезеңдерде воптарды дайындап, есіңізде болса, педфакультетті жауып, педиатрический. Жалпы профильдегі дәрігерлер келді. Олардың әрине тәжірибесі қазір педиатр болып жұмыс істеп жатқан дәрігерлерге қиындау. Бұрыннан педиатр болып жұмыс істеп келе жатқан, тәжірибесі мол дәрігерге апарып көрсетіп, балаңызды ауылда ондай мүмкіншілік жоқ. Ауылда ондай мүмкіншілік жоқ қой, мысалы ауылдағы ағайындарға. Мен жаңағы сұрағыма нақты жауап берші. Салдырсаң қанша пайыз, мысалы соғал ана бір ДЦП, басқа бір ауруға шалдығып кету қаупі зор, салдырмасаң ауруға шалдығып кету қаупі зор. Қайсында қауіп үлкен? Салдырған адамда ма, салдырмаған адамда ма? Салдырған адам ұтады. Салдырған адам ұтады. Сол қауіп қанша, мысалы жаңа 100-ден біреу ма, 1000-нан біреу ма, сол енді андай ауру болып кету қаупі? Өте сирек, бірақ бар. Біз жоқ деп айта алмаймыз. Өте сирек бар. Бір пайызын айтпайды ғой ешкім. Қанша пайыз екен бізде мойындамайды да, бұл вакцинадан емес деп мойындамайды. Жоқ, ондай өкінішке орай бізде мынау вакцинадан кейін ол балаларды бақылап, действительно вакцинадан болды ма? Жоқ, шынымен де вакцинадан болмаған шығар. Ол шынымен де кездейсоқ болуы мүмкін. ДЦП кейін көрінуі мүмкін да. Шынымен оны зерттеп, сараптап отырған бізде орталықтар жоқ. Жақсы түсіндім. Сондай үлкен қауіп жоқ дейсің ғой. 1000-нан, 10 000-нан, 100 000-нан біреу болуы мүмкін да, сондай. Енді ол қараңыз, мысалы аллергический реакция, анафилактический шок, ол басқа дәрі салсаңыз да сіз рисковать етесіз. Мысалы тіпті цефтриаксон деген антибиотик салған кезде, осы жақында ғана біздің бір коллегамыздың келіні қайтыс болды. Анафилактический шок обычный, жаңағы тамағы кішкене ауырып антибиотик салдырған, жаңағы анафилактический шоктан қайтыс болып кетті. Ол кез жерген жерде асқыну болады әрине. Бірақ ол жаңағы сіз айтқандай 1000-нан бір, 100-ден бір өте сирек болатын жағдайлар. Ал енді салдырмаса қандай қауіп бар? Вакцина салдырмаса қанша қауіп? Иә, мысалы қараңыздар, баланың иммунитеті алғашқы күндерінде анасының сүтінен алынады. Иммуноглобулиндерді бала өндірмейді, сондықтан анасының сүтінен алады. Одан кейін уже иммунитеті баланың әлсіздеу болады сол кезде. Өйткені өзінің иммуноглобулиндер өндірілмейді. Сол үшін біз алғашқы күндер БЦЖ салатын, сондықтан аз күнге болса да иммунитет қалыптасады. Әрине түбегейлі өмір бақи БЦЖ алған адам туберкулез жұқтырмайды деген сөз емес. Одан кейін гепатит Б. Гепатит Б-мен ауырса, мысалы мен өзім қанмен жұмыс істеймін ғой, өйткені әйелдерге операция жасаған кезде үнемі қанмен жұмыс істегендіктен гепатит Б жұқтырып алу қаупім жоғары. Бізге гепатит Б-ға қарсы жаңағы вакцина егіледі. Біз алып тұрамыз. Өйткені гепатит Б-мен ауырса ертеңгі күні. Өтініш, сен нақты жауап берші. Салдырмау, қазір қоғам салдырмайық деп жатыр. Сол адамдарға айтшы, салдырмау қауіпті ма, қауіпсіз ба? Ертеңгі күні жеген ауруларымыз, ағай, егер вакцина салдырмайтын болсақ, біз жеңдік деп мақтанып отырған аурулар қайтадан қайтып келуі мүмкін. Қайтадан қоғамда бағанағы шешек, обыр, басқа бір аурулар қайтадан лап етіп көбейіп кетуі мүмкін ғой. Полиомиелит, мысалы, полиомиелит деген ауруды біз кездестірмейміз. Ол вакцинаның арқасы. Егер біз салмайтын болсақ, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильный инфекциялар, дифтерия сияқты инфекциялар, олар қайтып келеді. Мысалы, жаңа көл краснухаға қарсы 12-15 жасында қыз балаларға салынады ғой. Егер оны салдырмаса, қыз бала, мысалы, жүктілік кезінде сонымен ауырып қалса, ішіндегі баласы урод дейді ғой, жаңағы пороки несовместимы с жизнью, өмір сүруге жаңағы келмейтін пороктар пайда болады балада. Жақсы, мен әлеуметтік желіден оқып отырамын. Міне баламға мен біреуін салдырған жоқпын, тіфай аман есен жүр. Мен салдырмайым, салдырмаңдар деп осылай өзін батыр санап жүрген адамдар өте көпті. Сондықтан вакцина салдырмаған адамдар баласына қауіп қатерге басын тігіп отыр деп айтуға бола ма? Баласын қауіп қатерге тігіп отыр. Ол қазір ол адамдардың ауырмай тұрғаны, қазір бізде популяцияда жаңа вакцинаның арқасында біз инфекцияны азайттық қой, жойдық. Әзірше жоқ. Бірақ бір жерде вспышка шықса, ең бірінші ауыратын, жұқтыратын сол адамдар. Вакцина салдырмаған адамдар. Құрметті біздің қандастарымыз, мен де осы тақырыпты біраз зерттеп оқып жүрмін. Сондықтан вакцина салдырмағансаңыз, немереңізге, балаңызға вакцина салдырмасаңыз, сіз оның басын қауіп қатерге тігіп отырсыз деген сөз. Мен міне осы айдың ішінде 3 маманнан сұхбат алдым. Олардың бәрі Қазақстанның халқын қырылып қалсын,
Қазақстан ауырып қалсын дейтін арам ниетті адамдар деп айта алмаймын мен. Олар Гиппократтың антын қабылдаған, олар дәрігерлер, олар қазақтар. Соның біреуі 90 жасқа міне жақында толатын Төрегелді Шарман ағамыз, академик, Россиялық Қазақстандық медицина академиясының академигі, министр болған, профессор. Екіншісі Алмас Шарман, ол да профессор, ғылым докторы. Үшінші міне практика тәжірибедегі дәрігер, 12 жылдық тәжірибесі бар, дәрігердің аузынан естіп отырмын. Одан басқа мен басқа да көптеген осылай мамандардың пікірлерін оқыдым. Сонда айтады, вакцина салмау ол адамды және қоғамды қауіп қатерге ары қарай итермелеу. Балаңыз ертең бір түрлі ауруларға шалдығып, оңен ол қоғамда басқаларға жұқтырып жіберіп кеселі бар. Оңен европалықтардың көп ауырып кеткені, оларға мына БЦЖ сияқты көптеген вакцина кейінгі жылдар салынбапты. Түрлі жұқпалы аурулар жоқ болғаннан кейін. Ал Орта Азиядағы бізге БЦЖ салғаннан кейін біздің иммунитетіміз кішкене күштірек болып, біздікі ауруымыз сиректер болып тұр дейді. Жанна, тағы да мен өзіңе біраз сұрақтар дайындап қойғам. Қазір келесі сұрағымды қояйын. Ата-аналар балаларының ауруларының себептерін өкпемен байланыстырады. Өкпелерден кейін қандай асқынулар болуы мүмкін? Екпелерден жаңа айтып өттім бір сөзінде, жергілікті мысалы қалыпты реакция болады. Ол асқыну емес, қалыпты вакцинадан кейінгі реакция. Вакцина еккен жер, екпе жерлерде қызару, бөртпе пайда болу, сол жердің бір солқылдап кішкене ауруы, одан кейін баланың температурасының көтерілуі, ол қалыпты жағдайлар. 1-2 күнде қайтады. Енді асқынулар жаңағы көбінесе мимен байланысты, энцефалит, менингит сияқты, сосын жаңағы сал болып қалу, сондай асқынулар болуы мүмкін. Иммундық жүйенің әлсіреп кетуі, оның барлығы жаңа айттым ғой, противопоказания болып тұрған кезде, дені сау адамға кішкентай өлтірілген вакцина деген жаңағы кішкентай өлтірілген, әлсіретілген микробтардың бөлшектерін енгізеді адамға. Сол кезде адамда ол кішкентай бөлшектерді жоюға антиденелер пайда болып, иммунитет қалыптасып қояды. Ертеңгі күні сол ауру өршіп, сол микроб ағзаға түскен кезде, тірідей уже үлкен кәдімгі шынайы микроб келген кезде оған ағзамыз дайын тұрады. Әскеріміз дайын тұрады да, шабуылда бірден оны өлтіріп тастап отырады. Сондықтан асқынулар болуы мүмкін, бірақ өкінішке орай бізде соны сараптап, саралап отыратын орталықтар жоқ. Сосын бізде рандомизированный исследование деген болады. Дүниежүзінің доказательный медицина дейді ғой. Бізде доказательный медицина мүлдем жоқ, өйткені рандомизированный исследование жүргізілмейді. Рандомизирленген зерттеулер, олар 2 топ болады, мысалы, бақылау тобы ештеңке енгізілмеген, және вакцина егілген топ, мысалы, соларды бақылап, өмір бойы, мысалы, мына топта мынандай ауру болды, ал вакцина егілген топта мынандай болған жоқ. Деген зерттеулер жүргізілмейді. Біз шетелдің біреудің жүргізген тәжірибелерін оқып, соларды алуға мұқтажбыз, мәжбүрміз. Жанна, ондай зерттеулер жүргізсек, саммитті кім өткізеді, универсиаданы кім өткізеді, экспоны қалай өткіземіз, түрлі баскетбол футбол командаларын, боксерларды, әншілерді кім, шоуларды кім өткізеді, сен қызықсың ғой, ондай ғылыми жүйені өткіземіз деп, біз ешқандай не спорттық шаралар өткізе алмай қаламыз, не болмаса шоулар өткізе алмай қаламыз, не болмаса үлкен бір саммиттер өткізе алмай қаламыз. Сондықтан ғылыммен айналысамыз деп, қазақты ешкім танымай қалса, онан кейін масқара ғой. Онан кейін мысалы айтады, анау бір әншіміз шықты, мына әншіміз шықты, ана боксеріміз шықты, ана олимпиада өткіздік, мына өткіздік, қазақты әлем танып жатыр. Бізге сол керек емес пе? Бәр ойбай қазақ керемет екенсің деген. Ол ғылым білімді қайтеміз ол. Сондықтан ондай ғылыми зерттеулер өкінішке қарай бізде жүрмей жатыр. Енді қалжың үшін айтып отырмын. Шындығымен енді біздің Сен ТВ телевидение халықтың мұң-мұқтажын айтатын. Шынымен жаңағы осы медицина саласында істеп жүрген ғалымдардың пікірлерін жинап, кейін біздің телеканалды сіздердің көмегіңізбен көрермендерді миллионға дейін жеткізгеннен кейін біздің үніміз ашық шығатын болады. Біз өкіметтен талап ететін боламыз. Бұл халықтың денсаулығы, ол үшін мынандай зерттеулер жүргізу керек, мынандай дәрілер шығарылу керек, ол былай тексерілу керек деп. Тағы да менің көрермендерден жинап қойғам, өзіңе қоям деген сұрақтарды, мен бәрін есіме сақтағам жоқ, қазір оқып берейін де, жинап қойғам. Осы дәрігерлермен сөйлесеңіз, мынандай сұрақтар қойсаңыз дегенде, келесі сұрақ. Тіпті жүктілік кезінде жүкті әйелдерге вакцина салынады екен. Жүктілік кезінде қандай екпелер салынады? Осы қаншалықты дұрыс
сіз немеде істеп жүргеннен кейін, әйел адамдармен жұмыс істегеннен кейін, мысалы менің қазір келінімді жүкті, үйде мен жұбайым қарап отыр, келінім де қарап отыр деп ойлаймын. Оған қандай кеңес бересіз? Жүктілік кезінде вакцина салынады. Ол әрине қауіпсіз екендігі дәлелденген вакциналар. Әсіресе мынау пандемия кезінде, грипптің эпидемиясы кезінде гриппке қарсы салынады. Кәдімгідей өкіметтен біз заявка береміз. Бізде учетта мынанша ел тұр. Соның бір 30% салдырмаймыз деп, бізде бәрі жаңағы демократия деп өзі таңдайды, салдырмаймын деп. Сөйтіп бір 30% өкіметтен сол бәленбай миллиард қаражатқа сол вакциналар Қазақстан бойынша тегін таратылады. Ол грипптің өршитін кезеңі күз айларында енгізіледі, қыстың күнге дайындық есебінде. Қыстың күні грипп болсын. Неге жүкті әйелдерге, мысалы сіз барсаңыз, ағай, оны ақылы өтесіз. Жүкті әйелдерге тегін, сосын диспансерлік учетты тұратын, мысалы жаңағы сахарный диабет сияқты иммунитеті әлсіз адамдарға тегін. Ал басқа адамдарға, мысалы мен салдыртсам, ол маған ақылы болады. Бірақ мен медработник болған үшін мен группа рискаға кірем, біздерге тегін. Ал басқа жастағы адамдарға ол ақылы. Ал жүкті әйелдерге тегін, және оны қолданып қалу керек. Неге жүкті әйелдерге сол вакцинаны енгізеді тегін өкімет? Өйткені жүктілік кезінде иммунитет әлсіз болады. Әйел адамның иммунитет әлсіз болады. Ол иммунитет әлсіз кезде, егер грипппен ауырса, оның асқынуы пневмония адам тіпті өліп кетуі мүмкін. Сондай біздің мемлекетіміздің өзінің көрсеткіші бар ғой, жаңағы материнская детская смертность деген. Сол үшін екі қабат әйелдер жүктілік кезінде және босанғаннан кейін 40 күн бойында өлмеу керек біздің Қазақстанда. Сол үшін жүкті әйелдерге ол тегін енгізілінеді. Бірақ өкінішке орай оны әйелдер түсінбейді. Тегін дүниеден бас тартады. Атқа жазады. Бұл жерде ойлаймын, енді анау Африкаға барып, қараңғы халықтарға бір ағартушылық жұмысын жүргізіп жүрді ғой, дәрінің керек екені, медицинаның керек екені. Өкінішке қарай Қазақстан сол орта ғасырлық бір мракобесияға қарай кіріп бар жатырмыз. Анау жау, мынау зұлым, мынау дәрімен өлтірейін деп жатыр екен, мынау қырайын деп жатыр екен деп. Енді осы жерде бір ликбез, біздің каналымыз көбінесе сен дейтін, мысалы халық бізге сен, өйткені біздің артымызда белгілі бір алпауыт топтар тұрған жоқ. Біз халықтың ішінен шыққан адамдармыз. Мен де қарапайым 15 баланың бірі, ауылдан шыққан қарапайым халықтың өкілімін. Сондықтан мен қаражатымды салып, командамды жинап, бұл каналды тегін жасап жатырмын. Бізге сен деп, және сен үшін бұл, өзіңе сен. Сондықтан міне халықтың ішінде жүрген қарапайым дәрігердің айтып жатқаны, бұл енді бір шындығында да бір орта ғасырдағы бір адамдарға сөйлескен сияқты боласың, қазір көбімен сөйлессең, солай ма? Өзіңде сөйлесіп жүрсің ғой? Тіпті кейде, мысалы, әйелдің ішіндегі баласы көлденең жатады ғой. Сол кезде кесір тілігімен алу керек. Бала көлденең шыға алмайды ғой. Басымен жату керек, болмаса жан басымен жату керек. Қалыпты жағдайда басымен жату керек. Соны түсіндірсем түсінбейді, өзім туам дейді ғой. Содан кейін мен бір кемпір бар еді, балаларды жаңа қолымен айналдырып береді екен. Сол кемпірге барайын деп. Осыдан біраз бір 1-2 жыл бұрын сөйтіп бір келіншек жаңа кемпірге барып баласын айналдырам деп жатыр жыртылып кеткен жағдай болған. Сөйтіп ішіндегі баласы да әйтеуір өзі аман қалды, бірақ ішіндегі баласы шетінеп кетті. Өйткені жатыр жыртылды, бізге келем дегенше қан жоғалыпты, ішіндегі бала шетінеп кетті. Доношенный срок, яғни немене туайын деп отырған келіншек еді. Сонда кесір тілігі, мысалы, біздің халыққа кесір тілігі қай кезде жасалынады, қай кезде абсолютті көрсеткіш болды, даже дәрігермен жаңағы сөз таластырып тұрудың қажеті жоқ, я болды деп келісетін қандай жағдайлар болады. Соны да кейде түсіндіру керек па деп ойлаймын да, мысалы, басқа бір орыстарға, біреулерге түсіндірсең, поперечное положение плода, он не выйдет десең, все, автоматически согласие на операцию бәрін жасап келіседі. Ал қазақтарға неге ол өзі тумайды? Ол ертең сендер кесірге жасасаңдар, ол 2 баласын өзі туған. Неге мына 3-сінде тумай қалды? Көлденең жатыр, оны біз кемпірге апарамыз, бақсыға апарамыз. Ақша алу үшін жасайын деп жатсыңдар. Ол да болады, сендер кесірі бар жасасаңдар, сендерге өкіметтен көп ақша төленеді екен. Мен дежурствоға барсам, бір дежурство бір 5500 теңге дәрігерге беріледі. Кесір тілігін жасасаң да 5500 бір дежурствоң, 10 бала тудырсаң да, 1 бала тудырсаң да, қайта біз дежурствода тыныш, ешкімнің түспей, аман есен үйге қайтқанымызды тілейміз. Сол үшін әйелдерге айтамын, біз кесірге жасауға, сіздерге наоборот, біз тыныш, ойбай, тыныш кетсек екен деп отырамыз.
Сол үшін біз мүдделі емеспіз. Соны түсіндіру бізге кейде қиынға түседі. Халықтың арасында әлгі паника кезінде емес, ол кезде түсіндіріп жатсаң миына да кірмейді, ол өздерінің есі шығып тұрады. Әлгі бір жүктілікті жоспарлап жүрген кезде, 2 қабат болып жүрген кезде бір түсіндіріп қою керек сияқты. Сол үшін жаңағы Инстаграмда парақша ашып түсіндіріп отыратыным, тегін тікелей эфирге шығып түсіндіріп отыратыным сондықтан. Рахмет. Міне орта ғасырлық бір мракобесие, әсіресе мына Арабстан жағынан келгендер осылай ойбай міне Америкада үйтейін деп жатыр екен, Европа бүйтейін деп жатыр екен, бізді қырайын деп жатыр екен деп, енді өзі сауаты аздау, медицина сауаты аздау, осы қазақтарды үркітіп қорқытып осындай неменеге апарып жатыр да. Оның арты жақсы емес қой енді. Кемпірге апарып баласын орнына жамбас көлденең жатқан баланы басымен жатқызам деген медицина 21 ғасырда өмір сүріп жатқан жоқ сияқтымыз. Кейде осы біздің кейбір әуел жастармен сөйлессек, бәрінде бір үрей, бәрінде бір мына еврейлер, масондар жиналып алып, бізді қырайын деп жатыр, тура енді не болса да тісі қақса да сол масондардан көреді, солар жасап жатқан, іші қатса да сол масондардан көретін бір кейін кезде осы өте қатты дамып бар жатыр, өкінішке қарай. Енді мен айтатын бұл жерде мамандарды тыңдау керек. Өзіміздің қазақтың оқыған тәжірибелі мамандарын тыңдау керек. Міне өзінің кішкентайы бар, қазақтың анасы, қазақтың қызы, қазаққа жаманшылық ойлайды деп айта алмаймын. Қазір сіздерге енді бір 20-30 минуттан кейін сіздердің сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Маңызды сұрақтарыңыз болса, гинеколог, баланың, мысалы, әуел десеңіз, баланың жынысында ұл туасы ба, қыз туасы, оны да жоспарлауға болады екен. Ер азаматтар, мысалы, жақында үйленген, енді балалы бойында берген ер азаматтарды қандай білім керек, қыздарға, әйел адамдарға қандай білім керек, осы, мысалы, денсаулық жағынан, медицина жағынан сұрақтарыңызды қоясыздар. Мен қазір алдын ала менің көрермендердің дайындап қойған сұрақтарын жаннаға тағы қойып кетейін. Тағы қандай сұрақ қойғысы келді? Қазір пандемия болып жатқан коронавирус вакцина ойлап табушы фарм компанияларды ойлап шығарған деген ойларда жоқ емес. Соған көзқарасыңыз, оны айтып кеттік. Карантин кезінде халықтың арасында жүрген адам есебінде карантинді қалай сақтауды? Енді осы қазір әлемді бақылап отырмыз ғой. Кейбір елдерде, мысалы Белоруссияда Лукашенконың сөзін айтып естіп қалдым. Коронавирустан Белоруссияда бірде-бір адам өлген жоқ. Я заявляю официально деп, батюшка сөйтіп айтып жатыр. Бір адам өлген жоқ. Кім коронавирустан өлдім деген болса, мен өлген адамды көрсетем оның көзіне деген сияқты. Енді ол өзінше бір қызық адам ғой. Соң кейін әуелсің Швецияда әлі карантин жарияламапты. Өйткені Швециядағылар жаңа сияқты адамдар жұқтыру арқылы иммунитеті көтеріп алсын деген. Соң кейін мен Оңтүстік Кореяда басында карантин жариялаған, қазір карантин Оңтүстік Кореяда жоқ екен, дүкендер ашық, сақтық шараларын қолданып жатыр. Осы жайлы не айтасың? Өзіңде бақылап отырған шығарсың енді жаңа әлемді, Қазақстанда қалай оқиғалар? Менің ойымша қазіргі біздің билік карантин жариялап дұрыс істеді. Өйткені біздің халыққа қиын өте қиын өтеді. Карантин деген сөз түсінбейді біздің халық. Негізінде карантин біздің ата-бабамыз да ұстаған, үйден шықпа десе шықпаған. Бірақ білмеймін, соны біздің санасына адамдардың жеткізе алмай жатырмыз. Мысалы, карантин үйде отырыңдар десе адамдар ауруханада қаптап жүреді. Мен айтамын, қайта бұл жерде ошақ қой. Температура асымен адамдар келеді. Ол ауру ма, ауру емес пе, әлі белгісіз, анализ алынған жоқ. Соның жанында жүрмеуге тырысу керек, ауруханаға, ошаққа келмеуге. Адамдар күнделікті келеді. Содан кейін сұраймыз, карантин кезінде сіз неге үйге жаңағы ауруханаға келдіңіз? Алып бара жатқан ауруыңыз жоқ қой. Баяғыда бір 2-3 ай бұрын осы жерім ауырып еді, қазір карантин кезінде сол қаралып деп едім. Бос уақытым бар еді. Сондай пиғылда адамдар өте көбейіп кетті қазір. Жаңа баяғыда 2 жыл бұрын Кореяға барғанда менің қызым маммография өткен, сол кезде бір сүт безінде бірдеңке бар деп еді. Соны мен сіздерге келдім тексертуге деп, жаңағы 2-3 жыл бұрын болған бір ауруларын есіне түсіріп сөйтіп келіп жатыр. Мен карантин. Қазір біз науқастарды қабылдаймыз, мына жерге больницаға адам шынымен ауырған адамдар келу керек. Температурасы бар, аяғына аппендицит болып қалды, аяғына ДТП-ға түсті. Әйтеуір бір шынымен қазір көмек көрсетілмесе, өліп кететін. Карантин кезінде адам барынша үйде отыру керек. Соны біздің адамдар түсіне алмай жатыр. Естіп жатсыздар ғой, Қызылордада қыз жаңағы Павлодардан ба, Петропавлдан ба үйіне келіп, Қызылорданың карантин деп, үйіне келіп туған күнін жасайды. Сөйтсе, ол сол Павлодар жақтан шетелден келген қызбен бірге тұратын қыз Қызылордаға келіп туған күнін жасап, бүткіл сол туған күніне келген адамдардың бәріне коронавирусты жұқтырған.
яғни содан кейін Қызылорда қазір от болып прям қызыл болып жанып жатыр ғой. Коронавирустан алдыңғы кезекте келе жатқан облыстардың бірі Қызылорда. Неге десеңіз, өйткені жаңағы ол жақта қазақилыққа көп салынады адамдар. Яғни барма десе барады. Ой, бір адам қайтыс болса бармаңдар, тек жақындары ғана, сол үйде тұратындары ғана жиналыңдар десе, ой, қалай жаназасына бармаймыз? Көрші қолаң бәрі жиналады. Ол жерден кейін, содан кейін туған күн, жаңағы тіпті карантин кезінде той жасап жатқан адамдарды ютубтан көріп отырмыз, жаңағы асыр салып, құда шақырып, келініне сәлем салдырып. Яғни карантин деген сөзді біздің халық кішкене ұғына алмай жатыр. Сосын ой, ол деген жаңағы дариғаны таққа отырғызу үшін, жаңағы көтеріліс болып кетпес үшін, халықты ары бері жүргізбеу үшін, болмаса жаңағы бір жақтан ақштан ақша алу керек екен Қазақстан. Сол үшін халықтың санын көбейтіп, мен айтамын ғой, телевизорда мысалы өлген адамдардың санын айтып жатыр ғой. Жоқ, ол өзі бір ауырып өліп қалған адамдарды сол коронавирус деп өлтіріп, сөйтіп жазып жатыр. Қазір екінің бір саясаткер, екінің бір дәрігер, екінің бір тарихшы, ешқандай білімі жоқ болса да, содан кейін бір адам айтса, сондай нәрсені өте көп жақсы таратады. WhatsApp болсын, әлеуметтік желілер болсын. Мен айтамын, өкімет мысалы қаншама 42 мың теңгеден болса да, қаншама адамға таратып жатыр. Оған кәдімгідей миллиардтаған ақша жұмсап жатыр. Ол өкіметке тиімсіз ғой. Егер ол жаңа өтірік істелінетін дүние болатын болса, сіздерге 42 мыңнан таратпайтын еді. Сіздер действительно карантинде отыруларыңыз керек. Тіпті маска да кимей, еркін, ой, ол бір өтірік дүние, жоқ дүние. Мен айтамын, ана Италиядағы қырылып жатқан дәрігерлер, өліп жатқан пациенттер, өлік санауға шамамыз жетпей, тек жерлеп жаңағы уыстап көміп жатырмыз, жерді қазып деп көрсетіп жатыр. Көріп отырсыздар. Сонда жай Қазақстан жаңа дариға таққа отыру үшін болса, Италия неге олай істеп жатыр? Неге Америка олай істеп жатыр? Бәрі сол дариғаны таққа отырғызу үшін істеп жатқан жоқ қой. Бірақ өкінішке орай біздің халықтың санасына сол жетпейді. Жеткізу өте қиын. Сөз таластырып, олармен мүмкін емес. Мысалы, айтып, күнде телевизордан көрсетіп жатыр, мынанша адам қайтыс болды, мынанша адам жұқтырды, жаңа тест алынып жатыр, миллиардтаған жаңа антисептиктерге қаражат жұмсалынып жатыр. Перчатка, маска бәрі беріліп жатыр шамасы келгенше. Енді біздің шамамыздан келетіні хотя бы үйде отыру, тек қана бір өзің, сосын біздің халық карантин деген сөзді аштық деп ұқты да, аштық жарияланады еткенде. Бәрі базарға барып, супермаркеттерге барып, продуктын толтырып алды. Сол олардың карантин деген ұғымы, үйге продукты толтырып алу, ашаршылық келе жатыр екен, аштық келе жатыр екен деп қана ұғынды. Сосын жаңа қап-қап ұн, қап-қап күріштерін алып, көңілдері жайланып, әзір үйден шықпа десеңде, уже ішіп-пысып, қайқа барарларын білмей, ауруда жеңсек екен, аман есен шықсақ екен деп, әншілер де қазір жаңа халықты қолдап, біз біргеміз деп, әртүрлі жаңа телевидениеде көрсетіп жатыр ғой, үйде отырыңыздар деп. Соған құлақ асар емес. Бейқом кішкене аңқаулы халықпыз ғой. Мен әуелі естігем, Совет өкіметі кезінде одан бұрын осындай бір оба, шешек шыққан ауруларды жан-жағын қоршап, кейде ауылымен өртеп жіберген деген, басқаға шығып кетпек үшін сондай бір сұмдық жағдайлар болған деп естігем мен. Енді оны бүйтіп ашып айта бермейді ғой. Бұрын болған ғой ондай жағдайлар. Ондай жағдайлар болған, ол тарихта бар. Шешекпен халық, бұл бәрібір өлетін адам, емі жоқ. Не істейді? Басқа адамдарды аман сақтау үшін өртеп, сол ауруларды жеңген. Тіпті қазір мынау алысқа бармай-ақ қой, Қытайдың өзі, енді оппозиционерлері, жаңағы Қытай әрине ашып айтпайды ғой. Ауырған адамдар біз жеңдік деді ғой, пандемияны жеңдік деп жаңағы жариялап ашқан больницалардың бәрін жапты ғой. Сол кезде ауырған адамдардың көбісін өртеп жеңді бұл Қытай. Өйткені ол өршіп тұрды да, аяқ астынан бір айдың ішінде бұлар жеңе қалды. Қалайша? Өйткені тіпті Америкада жүрген оппозициялық қытайлықтар сол жаңағы қазіргі өкіметті сынап 50 мыңнан 60 мыңнан қытайларды жаңағы сол коронавируспен ауырған адамдарды шұңқыр қазып, жаңа әдейіге бензин құйып өртеп, сөйтіп жеңді деген де қауесет бар. Енді мүмкін ондай да болуы мүмкін. Әрине Қытай жаңағы малды да тірідей өртеп, баланың етін жейтін Қытай болғандықтан, мен шынымды айтсам, егер сондай істеді, сол пандемияны жеңу үшін десе, мен сенемін. Өйткені басында шынымен де оларда жаңа үлгере алмай кетті. Басында өйткен қазір Қытайда мен бүгін бір ақпарат естіп қалдым.
Қытайда ол жеңдік деді, бірақ қайтадан көтеріліп кетіпті. Кеше бүгін бәленбай 1200-дей адам қайтыс болды деп айтып жатыр да. Жалпы мына пандемия басында Қытайда шыққан кезде біз шекараны кішкене кештеу жауып қалдық. Бірден жабу керек еді деп ойлаймын да мен. Бірден жабу керек еді, сосын шетелдегі біздің мына азаматтарды алмау керек еді. Өйткені қазір тартқан ақшаны ішке бөлгенше олар кіргізбей сол шетелде жүре берсін. Бір 3000 ба 5000 ба азаматымыз жүрді ғой шетелде. Лучше сол шетелге солардың ақшаны бөл, сол жақта гостиницасын, тұратын жерін, бірақ мемлекетке кіргізбей қою керек еді. Жаңа Белоруссия столды ұрып президент айтып жатқан, олар менің указымнан кейін шықтыңдар ма, болды мемлекетке кірмейсіңдер деп, ол кіргізбей қой. Жаңа Белоруссияда уже ақшамыз таусылды, жоқ гостиницада тұра алмаймыз деп аэропортты ашып отырса да, ваша проблема. Мен сендерге указ бердім, пандемия жайлы шықпаңдар дегеннен кейін шықтыңдар. Болды, өз проблемаларыңды өздеріңіз шешіңдер деді. Украина мен потом Беларусь солай істеді. Біз әлі күнге дейін шетелден қабылдап жатырмыз азаматтарымызды. Бізге керісінше сол азаматтарды қабылдағанша сол шетелде оларды жаңағы содержать ету арзанға түсетін еді деп ойлаймын, бір 5000 адамды. Ал мына жаққа келіп оларды карантинде 14 күн бойы гостиницада бір жерлерде ұстайды. Одан кейін оларда контактта болған жаңа самолет, аэропорт барлығын одан гөрі сол ешкімді шекараны ертерек жауып тастау керек еді деп ойлаймын. Бірақ кейін болса да жапты. Соның арқасында кішкене ауыздықтап ұстап тұр, бірақ өкінішке орай біз уже 2000-ға қарай бара жатырмыз. Шындығында да бұл әлдеқайда халыққа да тиімді, ауырған адамдарда аз, экономикамызға да көп тиімді болатын еді да, соларға сол жерде ақша беріп, сол жерде соларды ұстап отырса. Жақсы, Жанна, біраз көптеген ақпараттар бердің. Енді қазір көрермендеріміздің сұрақтарына жауап берсек, әсіресе мына әйел адамдар болса, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Мен енді гинекологпен сөйлесу ер азаматқа қиындау екен. Бірақ Жаннаның мен біздің аламанда оқып шыққан, мен Жанна есімде қапты, мен ең бір мектепті алтын медальмен бітірген, университетті институт қызылмен бітірген, бірақ сол 150 мың басындағы жалақысы 70 мың ба сондай ақ болған. Сонда өзім қатты өкінгем дейді. Мен сондай керемет оқыдым, еңбекқормын, бірақ кедей бір мамандық таңдап алған екенмін деп. Қазір осы өзінің бар бойындағы білімін, үлкен қабілетін кәсіпке айналдырып, қосымша табысын да тауып жатыр. Мен айына 400-500 мың теңге дейін жақсы табыс табады. Сондағы маған айтқандары, ұнағаны, біз болашақ ұрпағымыз сау болсын, дені сау болсын деп тусын десек, өмірге келсін десек, ер азаматтар да, қыздар да тұрмысқа 18-20-ға келгеннен кейін олар мына осы баланы жоспарлау жайлы, соған өзінің денсаулығын дайындау жайлы үлкен білімі, үлкен сауаттылығы болу керек деп. Сол жайлы, баланың ауруы жайлы, басқа да проблемалар болса, қазір сұрақтарыңызды қойсаңыздар тікелей эфирде, және де Жанна ханымның біз инстаграмын береміз. Қазір осы жерге Жанна жіберіп қойсаң болады. Біз мен көмекшілерім білетті Жаннаның инстаграмын, соған жазсаңыздар тікелей жауап ала аласыздар. YouTube каналыңда бар ғой, Жанна, да? YouTube каналымда Жанна Төремұратова деп тауып алады, Инстаграмда Отбасы академия. Инстаграмда Отбасы академия деп іздейсіздер, ютубта Жанна Төремұрат деп тауып аласыздар. Соған осы денсаулық жайлы, әсіресе осы гинекология саласында маңайында сұрақтар қойсаңыздар, содан тәжірибелі, енді бұл Совет өкіметі кезінде медицина институтының өте сапалы мұғалімдер, сапалы дәрігерлер дайындап жатқан кезде білім алған тәжірибелі, білікті маманнан жақсы кеңестер ала аласыздар. Қазір тікелей эфирде қандай сұрақтар қойып жатыр екен, Жанна? Тағы біраз уақытында аламыз, 15-20 минут уақыт бар ғой. Жақсы. Жанна, мен анау күн шығайық дегенде айтты, аға, осы қазір күндіз түні мұрнымыздан шаншылып, ауруханада жұмыс істеп жатырмыз, ренжімеңіз, осы жексенбі күні ғана уақытым бар деді. Басқа күндері, міне күннің атысы, кештің атысы, сол мына аурулармен жұмыс істеп жатыр. Кім, Бауыржан, тікелей эфирді қойшы, комментарийлерді, халықтың сұрағын мен етейік. Морепродукты карантин деген сөзді қазақшалап айту керек еді сол үшін дейді. Түсіндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен солай болды деп ойлаймын. Карантинді алмадыраймын, дұрыс айтасыз, көптеген түсіндірме жұмыстары, жаңа вакцинация жайлы түсіндірме жұмыстары керек еді. Соны карантин деген не, ол жерде ешқандай дүкенге баруға болады, жанталаспаңдар,
деген түсіндірме жұмысын өте көп жүргізу керек еді, өкінішке қарай соны жүргізе алмады. Енді біз міне Сен ТВ-да осындай бұл үнемі істеп тұратын болады. Халықтың мұң мұқтажы халыққа арналған телеканал болғандықтан түсіндірме жұмыстарын осы жерде кеңінен жүргіземіз. Келесі сұрақ. Кішкене кештеу емес, 11-16-сына бізге келеді деп. Енді сол дәрігерлер оны да мазақтап керек жоқ. Шетелден немене деп отыр ғой, енді адамдар келеді, ол әйтеу бір шығу керек еді деп. Бекболат Тілеухан депутат вакцинацияның зияны бар деп видеосын көрсетем деп халыққа жан айқайын айтқан дейді. Бақытмен. Енді Бекболат Тілеухан депутат, саясаткер, әнші ретінде әңгіме жоқ, қатты сыйлаймыз әнші ретінде. Ал енді мен шығар Бекболат бауырымызды әнші ретінде, қобызшы ретінде әңгіме жоқ, өте сыйлаймыз. Әннің тарихын біледі, әнді жақсы орындайды. Бірақ Бекболат енді кімнен біздің Төрегелді Шарман академик, Қазақстан, Ресей медицина академиясының 2 академияның президенті, профессор, ғылым докторы, Алмас Шарман, мына Жанна Төремұрат сияқты мамандардан артық біледі деп, халыққа олардан артық жаны ашиды деп айта алмаймыз. Барлық қазақта жаны ашиды. Жаннаның халыққа жаны ашымауы, халыққа қастандық жасауы. Осы жерде бір сөз айта кетсем бола ма? Төрегелдінің ағамыздың халыққа осылай жаны ашымай сұмдық маман болып тұрып халыққа зұлымдық жасайды деп мен айта алмаймын. 90 жастағы енді Абыз ақсақалымыз. Оның баласы Алмас Шарманның да халыққа, қазаққа зұлымдық ойлап, қазақты қырып тастайын деген арам ниеті бар деп мен айта алмаймын оған, мен сене алмаймын. Айта ғой. Жаңа көрермендерімізге түсінікті болсын, біз асқынулар, жаңағы зияны бар деп айтып жатыр ғой. Біз ол мүлдем жоқ деп қарсы шығып жатқан жоқпыз ол кісілерге. Мүмкін сол үшін біз айтып жатырмыз, қайта өкіметте соны сараптайтын, зерттейтін, дәлелдейтін орталықтар болса, біз көбінесе сол ғылымға бет бұрсақ, соны мысалы бізде жаңағы той-томалаққа, жаңа экспоға жұмсалған қаражаттар көбінесе сондай медициналық салаларға, вакцинаны өзіміз өндіретін, өзіміз жаңағы шетел қалай өндірді, бар ма ода, жоқ па қауіпсіз деген күмәнмен емес, өзіміз өндірдік, мінекей Қазақстанда шыққан Made in Қазақстан деп тұратын вакциналар болса, одан кейін өзіміз оны тасымалдайтын болсақ өзіміздің, одан кейін соны зерттеп балаларға енгізгеннен кейін балаларда асқыну болды, жоқ болды деп сараптайтын арнайы орталықтар болса деген де жан айқай бар. Мен бұл жерде айтатын едім, машина апатынан жылына қанша адам өледі екен? Менің көмекшілерім қарап жүріңдерші, машина апатынан қанша өледі? Оны машинені мына еуропалықтар қазақты қыру үшін жасаған, арбамен жүрсең өлмейсің, аман есен жүресің деген әңгімемен бірде деп ойлаймын. 21 ғасырда медицинаны мойындамау, онда самолетті де құлап жатады ұшақтар, бұны да еврейлер қазақты қыру үшін жасаған самолетті, мәшинені де қазақты қыру үшін жасаған, онда мәшинеден, самолеттен бастарды, біз атарбаға отыруымыз керек. Сол кезде нағыз қазақ боламыз. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Кім? Келесі сұрақта, өте білімді екен, жаңа жүктіліктен қорғану жолдарын отбасы жоспарлау туралы айтсаңыз дейді. Жанна ханым, отбасы жоспарлау туралы айтсаңыз, жүктіліктен қорғану жолдарын дейді. Жалпы бұл өте өзекті проблема. Қысқаша түсіндіруге тырысайын, бұл негізі біраз 1-2 сағаттың темасы ғой. Жүктілікті жоспарлау біздің қазақтарда өте актуальны. Бір бала туғаннан кейін әйелдер қорғанбайды. 2-3 баласын туады, одан кейін тіпті күйеуімен кейде приемға әйелдер келіп тұрады. Күйеуімен бірге, мысалы жаңағы аяқ астынан 2 қабат болып қалған күйеуі жоқ әйелдер емес, күйеуімен бірге аборт жасап беріңізші деп әйелдер келіп тұрады. Өйткені жүктіліктен сақтанбайды. Емізулі баламыз барады, 3 айлық еді, 2 айлық еді, 2 баламыз бар, 3 баламыз бар, мына баланы бағамаймыз деп күйеуімен бірге келеді әйелдер. Мен айтам, соғыс кезінде, ашаршылық кезінде адамдар балаларын өлтірмей баққан, қалай бақса да, бір үзім нанды бөліп бақса, бөліп берсе де баққан. Мынандай бейбітшілік заманда тағам, киім проблема емес заманда, 2-3 балаңнан қалған тамақты жеп, соның киімін киіп ақ өсіп кетеді. Аборт жасама десем, бізде аборт, мынау ресми сандар өте көп. Ал ол ресми санға тіркелмейтін частный медцентрда жасалынатын,
подпольно жасалатын аборт өте көп Қазақстанда. Біздің санымыздың өспейтіні де сондықтан. Ол өзіңнің балаңды өзің өлтіру. Мен айтам, үйімдегі балаңды елестет, сол балаңды өзім өлтірдім, пышақ салып өлтірдім. Аборт сонымен тең. Сол үшін бала туғаннан кейін, 40 күннен кейін, жақындаса бастағаннан кейін жүктіліктен сақтану тәсілдерін қолдану керек. Оның бүгін 21-ші ғасыр өте көп тәсілдері бар. Осы енді әрине менің парақшама кірсін, сол жайында Сен Инстаграм парақшаларында бар, да? Инстаграм парақшаңда бар? Инстаграм парақшаларында бар. Жатырдың ішіне кіргізетін заттар бар, жаңағындай мүше қаптар бар. Оны енді Инстаграмда парақшамда айтайын. Жақсы, парақшаң аты қалай деп аталады? Отбасы академиясы. Отбасы академиясы деп тауып алады. Отбасы академиясына кірсеңіздер, бұл енді кішкене нәзік тақырып. Біз менің соны талқылап отырғаным анша ыңғайсыздау болады. Сол жерге кірсеңіздер, сол жерде сұрақ қойсаңыздар, жанына сұрақтарыңызға жауап береді. Кеттік, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Өте білімді екен, біліп жүреміз. Мен үйлейін деп жоспарлап жүремін. Қазір отырған кезде табаным қызады. Не болып жатыр ағзамда дейді. Аллах разы болсын, елімізге қызмет жақсы. Ассалаумағалейкум. Табан қызған жайлы білмедім, енді менде кішкене медицинадан хабарым бар. Бұл бірден анализ өткізбей, бұл емшіге барып айтқан сияқты ғой, оның түрлі-түрлі немесі болуы мүмкін. Солай ғой? Түрлі себептері болуы мүмкін, иә. Вирусолог Червонская Г. неге соны зерттемейсіз дейді. Червонская. Жалпы болашақта медициналық білімді мектепте енгізіп тастау керек деп ойлаймын. Денсаулық тұрпақ болып қалуымыз үшін. Дұрыс, мен де дұрыс деп ойлаймын. Мектепте бір алғашқы немелерді беру керек деп айтамын. Лигатура туралы сізге хабарлассам бола ма? Лигатура деген неме екен, мен түсінбедім. Хабарласа берсін. Жақсы, отбасы академиясына жазыңыз. Жалпы болашақта медициналық білімді мектепте жақсы. Жоғарыда қойған сұрақтарға жауап берсеңіздер, рау. Қайтадан қойып берсеңіз, мен енді ары бері немесі көтеріп алмау үшін да. Отбасы академиясы YouTube каналын ашса дұрыс болар еді. Грант Вилла дейді. YouTube'та сенің аты қалай болады? Каналым бар. Жанна Төремұратова деген канал бар YouTube'та. Сол жерде осы тура отбасы жайлы... Сол жерде жүктіліктен сақтану тәсілдері туралы видео, жаңа спираль деген не, жүктіліктен сақтану тәсілдері, балаларды жоспарлау кезінде көптеген видеолар бар. Жақсы, Жанна Төремұратова деп тауып аласыздар. Түрін көрдіңіздер, суреті тұр, сол жерден сұрақтарыңызды қойып, ең пайдалы деген халыққа қызмет ететін қарындасымыз. Енді аламаннан оқып шыққандардың бәрі Алаштың жолына түседі. Ал Алаштың ұраны кешегі Шәкәрімнің өсиеті. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай арсақта оны біл. Біз осыны жүрегіне 2 айдың ішінде құйып жібереміз. Жанында жүрегіне құйылды, өйткені Инстаграмнан, Ютубтан көптеген жақсы бағдарламалар жүргізіп жатыр. Жанна, рахмет. Тағы да сұрақтар бар ма екен? Бар ма? Жоқ па, Бауыржан? Жоғары қарай көтерші, болса тағы. Жоғары, тамам. Бар екен ғой жоғары. Так, злой экологтың каналын көріңізші, Билл Гейтс туралы айтады, ол сотқа беріп жатыр, американдықтар. Бағжамал өтірік айтады, Билл Гейтс жайлы мен толықтай Америкада тұрып жатқан қандастарымызбен, жалпы Билл Гейтс жайлы менің Инстаграм парақшама кірсеңіздер, Фейсбук парақшама кірсеңіздер, 3 сериялы фильм бар. Билл Гейтс бүкіл ақшасын осы пандемиямен күреске, неменемен күреске жаңағы біз жеңдік деп отырмыз ғой, немене еді ауру? Сен айтты ғой, қазір ауырмай, полиомиелитпен күресуге. Соң кейін мына Африкадағылар мүлде туалет жоқ болғаннан кейін, канализация бәр жерде нәжістің сумен араласып жатқаннан кейін маляриямен өте көп ауырған. Бүкіл ақшасын соларға мына қауіпсіз туалеттер, оған бәленбай 6 миллиард ақша салған. Ақшасының бәрін соған салып, адамзаттың болашағы үшін күресіп жатыр. Сіздерге айтатын Билл Гейтс жайлы 3 сериялы фильм бар. Менің Инстаграм парақшамдан өткен немелерді қарасаңыздар, менің Фейсбук парақшамдан қарасаңыздар, 3 сериялы киноны көргеннен кейін сіздің түсінігіңіз толықтай өзгереді деп ойлаймын. Толықтай өзгереді.
Жақсы, енді Билл Гейтс менің туысым емес, маған ақша да беріп қойған жоқ. Жақсы ма? Инстаграмымыздың ссылкасын жіберіңізші. Қазір тікелей эфирде отырған ссылкасын жібере алмайды. Отбасы академия десеңіз тауып аласыздар. Теңіз дүкені магазині. Жанна ханым, түсіндірудің қажеті жоқ. Қазақ ақымақ емес, өз таңдауын жасаған адамдарға неге олай айтасыз дейді. Енді теңіз дүкені Жанна ханым осылай зұлым, қазақты қырғысы кеп отыр, қазаққа жаманшылық ойлайтын бір арам адам екен деп айтуға аузыңыз бара ма? Қазақтың қарагөз қызының, осыншама білім алған қызының қазір аналар үшін жұмыс істеп жатқан дәрігерге солай айтуға сіздің аузыңыз бара ма? Менің аузым бармайды. Төрегелді Шарман ағамызға, әй, Төрегелді аға, академик, сен қазаққа жаманшылық ойлап жатырсың, сен зұлымсың деп айтуға аузыңыз бара ма? Менің аузым бармайды ондайға. Сіздің де аузыңыз бармайды деп ойлаймын. Бұлар ақ қарлатты абзал жандар, бұлар Гиппократ антын қабылдаған, ел үшін, халық үшін жұмыс істеп жатқан мамандар. Сіздің үйіңізде, мысалы, канализация жұмыс істемей қалса, сіз сантехникке барасыз, СТО-ға бармайсыз. Машинеңіз бұзылса, сіз дәрігерге бармайсыз, зоотехникке бармайсыз, машина жөндейтін адамға барасыз. Тісіңіз ауырса, сіз гинекологқа бармайсыз, зубный врачқа барасыз. Егерде жыныс проблемасы болса, сіз кардиологқа бармайсыз, гинекологқа барасыз. Болмаса, урологқа барасыз, осының алдында Олжас бауырымыз сабақ өткізді. Сондықтан маманның сөзін тыңдайық. Мамандар да бар, залымдар бар. Мен айтам, ғалымдар бар, залымдар бар. Залымдар саясат қуғандар. Жаңағы сияқты өшек аяңды таратып, үйтейін деп отыр, бүйтейін деп отыр, басқасында болып келген сияқты. Менің әкем марқұм, осы сендер сияқты өшек айтып отырған адамдарға бетіне қарап айтатын. Айналайын, басқасында болдың ба деп. Басқасында болып, солардың сондай зұлым жасап жатқанын істеп алсаң, онда айтуыңа болады. Ал енді сондықтан маманның сөзін тыңдау керек. Кез келген салада маманның сөзін тыңдау керек. Ертең мен дүйсенбі күні мысалы Қазақстанның бюджеті жайлы, Қазақстанның сыртқы қарызы жайлы, нақты экономист маман, бюджетті жақсы білетін маманымен сіздерге сұхбат өткіземін. Өзі аузынан түгел айтып береді, жауапты түрде, документтермен. Ал енді ақ болыпты, көк болыпты деген өсек керек жоқ. Өсектің арты жаманшылыққа апарады. Тағы да бір сұрақ қандай бар екен? Тағы да. Жаңағы қызға айта кетейінші, жаңағы өз таңдауын жасады дегенге. Бұл жерде біздің бүгінгі сұхбатымыздың мақсаты бәрін бас салып жаса деген мақсат емес. Біздегі халыққа жеткізу, ақпарат беру. Халық өзі таңдайды. Жасата ма? Бізде демократиялық қоғам. Сіз жасатыңыз деп, сіздің балаңызды ешкім қолыңыздан жұлып алып кетпейді. Жасатсаңыз да, жасатпаңызсаңыз да өзіңіздің еркіңіз. Маманның бізге алдымызға келген пациенттің болсын, мына бұқаралық ақпарат көздерімен беріп жатқан мәліметтеріміздің барлығы, ол тек қана сіздерге информация, мәлімет беру. Ары қарай сараптау, саралау, оны қорытып жұту, ол сіздің өздеріңіздің еншілеріңіздегі дүние. Біз сіздерді қинап жатқан жоқпыз, жасаңыздар вакцина деп. Жақсы. Енді бұндай адамдарға айтатыным, мысалы сіз айталық үй саласыз, 3 қабаттық па, болмаса 10 қабатты үй қап салсаңыз, неге сіз зоотехникті шақырмайсыз, болмаса неге өзіңіз сала кетпейсіз? Мысалы машинеңіз бұзылса, қайтесіз СТО-ға ақша шығарып, өзіңіз ашыңызда жасап алыңыз. Компьютеріңіз бұзылып қалса, программист демей шақырасыз, өзіңіз жасап алыңыз. Тісіңіз ауырса, неменемен жұла салыңыз, дәрігерге барып не істейсіз? Мамандар не керек ендеше? Халық ақымақ емес дейді. Халық әрқайсысы бір саланы ғана біледі. Әрқайсысы 1-2 саланы біледі. Мысалы, мен қымызбен айналыстым. Қымыздың қалай ашыту, мен микробиологиясын, биохимиясын, оның температурасын, технологиясын 10 жыл бойы зерттедім. Сондықтан мен білем, микроскоппен қарап тұрып, оның ішінде дрожжысы қанша екенін. Мысалы, бұл жерде мен маманмын деп айта аламын. Мысалы, мен ет комбинатым болды, сол ет комбинатының маманымын деп айта аламын. Тон цехында жасадым. 5-6 жыл бойы тонды илеудің, тігудің маманымын. Жиһаз фабрикасында. Онда да маманмын. Соң кейін бизнесте жалпы, маркетинг, экономикада. Мен әр салада былай маманмын, бірақ соны супермен деп айта алмаймын. Керек кезде соның нақты мамандарымен тауып аламын да, солармен кеңесем. Мысалы, Алаш ардақтылары жайлы. Сұлтақан Аққұлымен 30 жыл өмірін осыны зерттеуге арнаған Алаш ардақтыларын. Сондықтан мен сол кісімен сөйлесем. Әлихан кім болды, не істеді, Ахмет Байтұрсын не істеді, Тұрар Рысқұлов қандай сатқындық жасады, Сәкен Сайфуллин қандай сатқындық жасаған. Сол кезде өткен жол халық айтады, әй, сен немене Сәкенге қарсы сөз айтып жатсың, сен ақымақ деп. Мен айтам, кешіріңіздер, мен емес. Бұны архивтан алып, Сәкеннің жазған хатын
тура қол жазбасын көрсетіп отырған Сұлтанхан Аққұлы жауап береді, маман жауап береді. Әр салада маман, халық бәрін білмейді. Халық кез келген салада маманнан сұрау керек. Үй салса құрылысшыдан, көлік жөндесе техниктан, мал бақса зоотехниктан, бақшекші агрономнан. Ал енді мына пандемия, осындай вирус жайлы болатын болса, ол кезде сонда жүрген мамандардан сұрау керек. Сондықтан халыққа адастырып отырған жаңағы жігіттің атын оқиын, наверняка жігіт. Әйтпесе енді маманға қарсы осылай сөз айту дегенде, жаңағы айтып жатыр, теңіз дүкені магазині халықты ақымақ емес деп. Әдейі адастырып отыр. Бұлар залымдар. Ал ғалымдар ешқашан көбінесе залымды ойламайды ғалымдар. Олар өз ісімен нетеді, көбінесе олар саясатқа араласпайды. Ал енді қарапайым адамдар сол біреудің сөзін естіп алады да халықты адастырады. Бұның арты үлкен қасіретке апарып жатады көп жағдайда. Тағы да сұрақтар бар ма екен? Бір-екі сұрақ қояйық, сонан кейін. Так, жаңа инста парақшасын қалдырасыз, әртүрлі жағдай болады ғой. Жай ғана бізде мемлекет медицинаның деңгейіне қарап сенбейді. Жаңа кімнің айтып жатқаны, біздің мемлекетте ақшамызды түрлі шоуларға, түрлі спорттық ойындарға, саммит жасағанға, басқаға емес, осы медицинаны, халықтың денсаулығын қорғауға солған бағыттаған дұрыс деп ойлаймыз. Келесі сұрақ. Белгі вирусқа қарсы салынады. Ал вирус әрдайым мутацияға ұшырап тұрады. Сонда алдыңғы вакцина күші жетпейді. Вакцинасы керек. Егер балаға вакцина егілген болса, егілмегеннен неге қорқады дейді. Дұрыс айтады. Енді мынандай бір пікір бар да жанна. Мысалы, кей адамдар еккізген жоқ баласын. Сол оң кейін өзі менен жұқтырып алуы мүмкін, жұққаннан кейін басқаларға жұқтыруы мүмкін. Солай ғой? Жұқтырып алғаннан кейін. Мысалы айтады, жаңағы бір азаматтар айтады, мен балама ектіргем жоқпын, сен балаң егіп алдың. Сенің балаң енді ана бәле жұқпайды. Онда маған менде қақың қанша? Менің балам саған қауіп төндірмейді дейді. Оларға менің ойым мынандай, мысалы, айталық, Қазақстанда мысалы 30% еккізеді. Бір жылына қанша бала дүниеге келеді өмірге? Мысалы, біздің бір Талғар ауданының өзінде 2000. Жоқ, жалпы Қазақстан бойынша өлшемі. 10 мың, 20 мың, точно айта алмаймын, бірақ біз Талғар ауданы бойынша қаншама аудан бар. 2000-нан аса роды береміз. Мүмкін 100 мыңдай шығар, бала өмірге келеді. Соны айталық, 100 мың десек, соның бір 30 мың екпесе. Еккен жоқ, соң кейін ол жаңағы неменен обама, шешек ауруды жұқтырып алды. Соң кейін басқа ектірмеген балаларға да жұқтырады ғой. Вакцина алмаған балаларға жұғады. Солай ғой. Вакцина алған балаға жұға қоймайды, бірақ ол қаншама мың адамға жұқтырып жіберіп, бұл жерде өлімді көбейтіп жіберіп қаупі бар ғой. Жаңа сұраққа мен осылай жауап беретінім. Сіз қалай жауап бересіз, Жанна? Сіздің айтқаныңыз дұрыс. Мысалы, бізде қазір вакцина алмайтындар діни сенімдер бойынша жаңағы әртүрлі интернеттегі ақпараттарға сеніп алмайтындардың саны көбеюде. Енді сол мысалы 30-40% алмаған нәрестелердің өзі ертеңгі күні мысалы жылда ойлай беріңіз 30% алмайды, мысалы БЦЖ-ны алмай кетеді. Содан кейін мысалы 30% населениеміз жоғалтсақ, ол бізге үлкен көп шығын. Сол үшін біз қорқады. Содан кейін мысалы жаңағы сұрақ айтты ғой, мысалы бір гриппке қарсы вакцина егілгенімен ол мутацияға ұшырайды. Мутацияға ұшырайды. Келесі түріне басқа вакцина ектіру керек болады. Ол үшін біздің вирусологтар болжам жасайды. Мысалы, осы жылы ауадан зерттеулер жүргізеді, сосын вакцинаның қай түрі активті болады. Қай түрі грипптің қай штамы осы жыл активті болып жатыр, қайсы кең тарайды. Соған қарсы жаңа вакцина ойлап табылып, сол егіледі. Содан кейін вакцина алып жүрген кезде шынымен гриппен, мысалы менің өзім жылда вакцинаға гриппке қарсы егілем, тұмаумен Құдайға шүкір 4 жыл болды ауырмаймын. Жақсы, келесі сұрақ. Мутацияға ұшырайды, енді бір универсальный вакцина ойлап тапсақ деген ғалымдардың неменесі бар ғой? Армандар бар ғой, универсальный. Нұрадин Жолдыбаев, сіздердің кезінде бұндай заң болмаған. Адамның рұқсатынсыз органын сату деген нағыз террор емес пе? Гестапалық режим орнатып жатыр ма? Қоғамның рұқсатын неге сұранбайды? Өздерін құдаймын деген ғой бұл. Адамның, мен ұқпадым Нұрадин Жолдыбаевтың сұрағын, адамның рұқсатынсыз органын сату жайлы бірден айта аласыз ма, жоқ, ол жақтан хабарың жоқ па? Трансплантация деген енді бізде қазір адамның рұқсатынсыз, туысқанның рұқсатынсыз берілмейді. Бірақ қазір, по-моему, парламентта бір заң шыққысы келіп тұр.
депутаттар талқылап жатыр. Егер адам тірі кезінде менің органым сатылмасын деген бір қарсы қағаз қалдырмаса, және туысқанда органға трансплантацияға қолдануға. Өйткені енді медальдің екі шеті болған сияқты, трансплантацияны өсірмесек көп. Кәдімгі енді анау адам мысалы өліп кетеді бекерден бекер, жаңағы органын басқа біреуге беру жағы. Бұл жерде біздің тіпті діни басқарма соған ұқсап берді. Мысалы бұрын діни тұрғыдан ол адамның органын, бір адамның органын екінші органға салуға болмайды деп. Бірақ біздің муфтият пәтуалар жинағында рұқсат беріледі. Яғни қайтыс болған адамның, ол егер жаңағы шынымен уже мысалы миы өлгенмен, жаңағы биологиялық түрде әлі тірі тұрғанымен, биологическая смерть болмаған адам клиническая смерть болады ғой. Бірақ әлі жүрегі жұмыс істеп тұр, қан айналып тұр, сол органда мысалы ДТП болады әртүрлі жағдайда. Адамды құтқара алмайтын жағдайда органын алып салуға, бірақ ол жаңа туысқандар қарсы болып, или адам мен өлген кезде орган берме десе, оны күштеп ешкім қолданбайды. Және енді заңсыз түрде қорқыныш бар ғой қазір, әлгі дәрігерлердің де арасында жаңа органдарды сатып жіберіп, өлмей жатып, өлді деп айтып жіберіп деген сияқты, ақша араласқан жерде деген сияқты қорқыныш бар ғой халықтың арасында. Соған байланысты айтып отқан шығар көрерменіміз. Бұл да өте бір нәзік тақырып. Мысалы, былай егер бәрі адал болатын болса, мысалы бір жас адам, мысалы басқа бір ауруға шалдықты, бүйрегі аман, сол бүйрегі біреуге өмір сыйласа, бір жас бала өлейін деп жатыр. Жастау бір орта жастағы да, басқасы бүйрегі ғана істемейді. Ал мына кісі адам болмайды, оның бүйрегі бір адамға өмір сыйласа, ол адам өзінің бір миссиясын орындады деп айтуға болады. Бірақ бұл жерде егер арам адамдар болатын болса, сол енді құтқарып қалуға мүмкін адамның бір ағзаларын сатып алып жібереді деген осындай сұмдықтар бар. Оны Қытайларда көп деп айтады. Қытайда өте сондай орган сату кәдімгідей болып кеткен. Оған мына арабтар келеді екен де Сауд Арабиясынан, бізге халал бүйрек керек, халал орган керек деп, сол қазақтардың бүйрегін неменесін алады деген өте көп сондай видеоларды көрдім. Келесі сұрақ. Карантин біткен соң Алиэкспресс және Алибабамен жұмыс істеуге тиімсіз бе? Енді өкінішке қарай Қытайды қандай жек көрсек те, Қытайдың шығарған затын жек көре алмаймыз. Енді аламыз қайткенде. Вакцинаны салдырмаған жағдайда қайта салдыруға бола ма? Гүлнұр Ерданова, кім сұрақ көтересің бе, Бауыржан? Вакцинаны салдырмаған жағдайда қайта салдыруға бола ма дейді. Мысалы жаңа біз айттық қой, бізде календарик прививок деген бар. Ұлттық жаңағы прививкалардың, екпелердің календары. Мысалы бала ауырып қалды. Әртүрлі медотводтар болады. Мысалы уақытша салуға болмайтын жағдайлар. Немесе әртүрлі себептермен салынбай қалды ол балаға. Кейін салуға болады. Болады салуға. Теңіз дүкені, магазин, морепродукты дейді. Атын не сұм жасырады, не қу жасырады деп айтады қазақ. Коронавируспен медиктер көп ауырып жатыр деп бөсіп отыр ма Жанна ханым дейді. Енді бұндай азаматтар теңіз магазині морепродукты мен шығаршы. Мен айтайын, көп деген әсіресе бірінші бұл жас жігіт деп ойлаймын. Екінші ата-анасынан тегінен тәрбие, тегі дұрыс емес. Бір, мысалы, біз тегін канал ашып, мен 2 сағат уақытымды бөліп, мына дәрігер жексенбі күні уақытында келіп халыққа осылай тегін білімін бөліп жатса, оны балағаттау, оның тегі жарымаған дейді қазақ. Екіншісі отбасында тәрбие алмаған, үлкеннің, мысалы, көп жағдайда, жаңа мен байқап отырам, бір 22-25 жастағы жігіттер, әсіресе қатты дінге кіріп кеткен жігіттер, осылай, оларда немене жоқ, сен қазақсың, үлкенсің, сыйлау, әйелсің деген сыйлау жоқ. Осындай былапыт сөздерді аузынан ағит кіріп, көгит шығып отырады. Өзі халыққа істеп қойған ештеңесі жоқ, біреу бірден істесе, диванда жатып алып, соған бір сөздер айтады. Ағай, бізде ондай кісілерге иммунитет түзілген. Бізде приемда да болады, ондайға біз уже мән бермейміз. Менде мән беріп отырғам жоқ. Маған тек қана жаным ашиды. Айтып отырған күннің өзінде де бізді балағаттап, мысалы, әртүрлі жағдайлар болады ғой. Әйелдің ішіндегі баласы шетінеп кетеді, соны УЗИ түсіріп, біз айтып отырамыз, баласы шетінеп кетті деп. Сол кезде бізді боқтап кететін ер азаматтар болады, ішіндегі баласын біз ішіне кіріп, қылғындырып өлтірген сияқты. Сол үшін бізде ондай нәрсеге иммунитет түзілген. Менде де иммунитет бар. Ондай жаңағы сияқты аузынан ағит кіріп, көгит шығып,
тамағыңды ішіп, табағыңа былайша айтқанда дәретке отырып кететіндер көп. Бағанағы теңіз неменесінде менің мысалы каналыма кеп, біздің еңбегімізді естіп отырған халық алғыс айтып жатса, ол кеп осында дәретке отырып жатыр. Енді тегі солай ата-анасынан берген, болмаса отбасынан көрген тәрбиесі сондай. Мәдениетті адам бұндай қылық жасамайды. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ қояйық. Төмен қарай. Қытайдың қалай жеңгенін қайдан біліп қойдыңыз дейді. Теңіз дүкеніне жарайды, назар аудармайық қайық. Жақсы. Осымен немене Жанна, бүгін уақыт бөліп келіп халықпен біліммен бөліскеніңе рахмет. Сенің Инстаграм каналыңа осы көріп отырғандардың бәрі тіркеледі деп ойлаймын. Енді өмір болғаннан кейін түрлі аурулар болып тұрады. Әсіресе жастар, отбасын құрайын деп жатқандар, болмаса әлі де бала табудан үміті барлар, кішкентай сәбирелі балаларға сенен жақсы бір кәсіби кеңес алады деп ойлаймын. Бүгін жексенбі күнін уақытыңды қиып, осылай халыққа қызмет істеп жатқаныңа рахмет. Өзіңнің балалардың қызығын көр, денің сау болсын, мына коронавирустан тезірек құтылайық. Енді үйде отырайық, карантин сақтайық. Мен кеп отырғаным, тура үйімнің қасында мына студиям. Содан кейін менің қасымда бір оператор ғана бар. Сондықтан мен өзім сақтанудамын, біреуге кеселім тиіп кетпесін деп. Енді иммунитетім жақсы, бағанағы сияқты теңіз дүкені сияқты адамдардың неше түрлі айтқанына менің көңіл күйім түспейді. Менің ауа райым өзімде, спортпен айналсам, дұрыс тамақтанам. Сондықтан бұл бәлені бүкіл қазақ болып жеңеміз. Жақсы, рахмет, жақсы күндерге кездескенше. Жақсы ағай, сізге де рахмет. Осындай канал түзіп, халыққа барынша, мысалы, сізге одан келіп кетер пайда жоқ, бірақ барынша уақытыңызды бөліп, энергияңызды жұмсап, әртүрлі адамдармен байланысқа шығып, сол ақпараттарды ашып, халыққа түбегейлі бір кішкентай болса да пайдамды тигізейін деп шырылдап жүргеніңіз үшін рахмет сізге. Ісіңіз оңға бассын, ісіңізге сәттілік тілеймін. Сізде қазақтың азаматтары көп болсын. Жақсы, жаңа болашақта бұл каналға өзіңе аптасына бір рет тұрақты түрде бір ақыл кеңес беріп отыратын бір жарты сағаттық па 40 минуттық бір тұрақты түрде бір бағдарлама болса екен деп тілеймін. Өйткені бізге халықтың денсаулығы өте маңызды. Өзіңіз сияқты білікті мамандар халыққа ақыл кеңесін беріп отырса, соған қалай қарайсың? Тұрақты түрде бір немен ашып қойған аптасына бір рет адамдар тосып отырып көретіндей осы өте жақсы қараймын ағай. Жалпы біздің мақсатымыз да сол ғой, халыққа бір кішкентай болсын пайдамыз тисе, бір адамға алдымызға келген бір адамға айтқан ақылды былай жалпылама айтсақ, бір 100 мың, 200 мың халық естісе, әрине біздің пайдамыз көбірек тиетін еді. Мынау санаулы ғұмырымызды бір сапалы қылып өткізсек деген ниет бәріміздікі. Жақсы қараймын. Жақсы, міндетті түрде сондай бір бағдарламаны қоямыз, өзіңмен байланысамыз содан кейін. Жақсы ма? Сау сәлемет болуға. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Міне, құрметті көрермендер, сонымен біздің маманмен байланысымыз, пікіріміз сіздерге ұнады деп ойлаймын. Көптеген сұрақтарыңызға түбегейлі жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Алда сіздерге өтініш, егер де біздің осы бағдарламамыз ұнаса, бұл Сен ТВ деген адамдар айтады қазір, кімге сенерімізді білмей қалдық. Әр түрлі ақпараттар, қарама қайшы ақпараттар келіп жатыр. Мен сіздерге айтатын едім, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Адамда логикалық ойы, критикалық ойы, конструктивтік ойы болуға, дамбуға тиіс. Әр түрлі мамандардың сөзін тыңдап, осының ішінен аққаратын ажыратып алатын өзің. Алдымен неге сену керек екен? Ертең екіншісі сен деген сөз. Сен қиындықтан алып шығатын, сені басқа біреу емес, өзіңе сену керек. Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың, қайратың жүректе, өзіңнің қажыр қайратыңа. Екінші, бізге сен деп айтамыз, Сен ТВ. Өйткені біздің артымызда ешқандай бір олигархалық, басқа діни, үкімет, ешкім тұрған жоқ. Біздің артымызда сен тұрсың, халық тұр. Үшіншісі, бұл сенің каналың, сен туралы, сенің өмірің жайлы, сенің проблемаң жайлы айтылады. Бұл канал ұнаса, халыққа тарата жүріңіздер. Біздің каналдың ерекшелігі көрдіңіздер, сұрақ қоюға болады тікелей. Келген эксперттер бәрі өз саласының маманы, әлем қазақтары бізге қызмет істейді. Және де сізде осы көріп отырған көрермен қандай да бір келеңсіз жағдайлар болып жатса, соны бізге жіберіңіз. Біз соны осы біздің телеканалда көрсетеміз, оны биліктің құлағына жеткізуге тырысамыз. Ал енді бір 15 минут уақыт қалды, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Қандай сұрақтар қойылады екен? Комментарийларды YouTube канал шығаршы.
Союз уақытында ауылдық жерде вакцинасы да мықты денсаулық болды. Жақсы, енді әрине ауылда болды, өйткені таза ауа, таза немене тамақ, бірақ қалай болған кезде де түрлі ауру. Мысалы, егер тарихты оқысаңыз, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін оспа деген бәледен 100 миллион адам қайтып кеткен. Қазақтың даласында оба осы деген дерттер келген. Жаңағы түрлі осылай немелер болды. Сондықтан медицина дамыған кезде мысалы емделу керек. Әсіресе туберкулез. Қазақтың даласында туберкулез өте көп болған. Туберкулезге қарсы, мысалы біздің өзіміз салдық БЦЖ, тфай сол туберкулезден аман есеміз. Енді 21 ғасырда отырып медицинаны мойындамау, медицинаға қарсы шығу, енді білмеймін оны қалай деп түсіндіруге болады. Біз Африкада тұрып жатқан жоқпыз ғой. Біз Ауғанстанда тұрып жатқан жоқпыз ғой. Біз сауатты, зайырлы мемлекетте, білімді мемлекетте бәріміздің біліміміз бар. Сондықтан мына медициналық мамандардың бәрі қазаққа жаманшылық ойлайды деп ойлайсыздар ма? Жоқ қой. Сондықтан айтып жатқан адамдар сіздердің сақтықтарыңыз үшін, сіздің болашағыңыз үшін, сіздің балаңыздың болашағы үшін жаны ашып шырылдап айтып жатыр. Тағы қандай сұрақтар бар? YouTube канал Жана Түрме, Жана Түрме, Instagram парасы, рахмет, жақсы көп, өте пайдалы. Көңіл бөлмеңіздер. Баттар туралы не айтасыз? Енді жаңағы Жанна ханымға таза медицина жайлы Жанна ханымға сұрақ қойсаңыздар болады. Аудиториясын кеңейту жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Алдыңғы уақытта біз түрлі сіздерден өтініш жасап отырамыз. Қазір бір немене шыққаннан кейін, бір канал шыққаннан кейін, мысалы 10 адам тура вирус сияқты тарау керек қой бұл. Вакцина немене қалай тарады, жаманшылық қалай тараса, жақсылықты да солай тарау керек деп ойлаймын. Мысалы қазір біздің каналда 30 мың оқырмандар бар, жазылды. Сол 30 мың әрқайсысы кемінде бір 5 чатта отырады. Туысқандардың чаты бар, класстастардың чаты бар, сыныптастардың, институтта бірге оқығандардың чаты бар, қызметтерістердің чаты бар, достардың чаты бар. Кем дегенде, менің өзімде бір 30-дан астам чат бар. Сол чаттың бәріне Сен ТВ деген канал ашылыпты. Бұл каналда осындай кереметтей пайдалы ақпараттар беріледі екен деп таратып отырсаңыздар, сол арқылы тарайды. Жақсылық көрсең бөлісе жүр дейді. Бұл енді шынымен біз өте пайдалы ақпараттар, академиктер. Ертең енді біздің басты міндетіміз экономикалық халықтың жағдайын көтеру. Ол үшін менің сала таңдау тобым бар. Сол жерде кәсібіңді баста деген біз канал аштық. Сосы Сен ТВ-дан біз қойды қалай өсіру керек, тауықты қалай өсіру керек, балықты қалай өсіру керек, бау-бақшаны қалай өсіру керек, егісті қалай өсіру керек, аяқ киім тігу, бала оқыту жайлы түрлі мамандардың нақты кеңестерін беріп отырамыз. Оны қалай бастайды, қалай жасайды, оның түгел қыр-сырын, мысалы, қияр еккен кезде, оны жерді қалай таңдау керек, оған қалай егу керек, оны тұқымды қалай таңдау керек, қалай суғару керек, ауырса қандай дәрімен емдеу керек. Қысқасы, бұл ағарту каналы, білім беру каналы, бұл баулу каналы. Бұл қазақтың бәрінің баспаналы болып, қазақтың бәрінің бай болсын дейтін канал. Сіздің каналыңыз. Тағы қандай сұрақтар бар? Сізге енді өтініш. Сізге немене? Билл Гейтсті Құдайға сенбегендердіктен діндарлар жек көреді көп жағдайда. Енді білмеймін, Билл Гейтстің жасағанын біз 0,1%-ында жақсысақ сол нететін едік да. Пайдалы. Алдағы уақытта каналдарыңызға рахмет. Жанна ханым, ұялшақтық қалай жеңсе болады. Базар біздің психологиялық 12 күндік тренингім бар. Психологиялық өзгергім келеді атты. Жанна Төремұратова. Тегін, жоқ, Базар Атабаев, ұялшақтық. Сол жерге қатынассаңыз, психологиялық неменені аласыз. Пайдалы кеңестер, Ахметбек аға сақалдар туралы ақпарат берсеңіз, или имамдардың сұхбат болса. Жақсы имамдармен сұхбат жасауға тырысамыз боғайда. МКТ онлайн бола ма дейді. МКТ деген не десеңіздер, менің кемелденген тұлғам деген 50 күндік марафон, 50 күндік марафон. Оның бағасын біз қазір 10 мың теңгеге төмендетіп тастадық. Қатысқандар айтады, кемінде 2 миллион теңге тұратын сабақ. 10-дыққа бөлеміз, әр 10-дыққа бір психолог болады, әр 10-дыққа. Менің қазір осы курстарынан өтіп шыққан адамдар модератор болып тегін жұмыс істейді. Он әр 10-дыққа бір модератор. Сондықтан жазып қалдыңыздар. Қазір аны Сен ТВ халық арнасы деп сапсар болып жазылып тұр. Сол жерде біздің 2 тегін курсымыз бар. Біреуі психологиялық курс, өзгергім келеді атты, 12 күндік.
соны ғана жазасыздар. Екіншісі, кәсібіңді баста деген. Қандай кәсіппен айналысқыңыз келеді, қандай мамандық керек, оны КБ деп айтамыз, кәсібіңді баста курсы. Содан кейін ақыл екі курсымыз бар. Біреу менің кемелденген тұлғам 50 күндік, 10 теңге тұрады. Содан кейін, енді бүкіл қазақ білет деп ойлаймын, 60 күн аламан. Бізде қазір әлемдегі нөмір 1 деп айталам. Өйткені дәл осындай 95-99% нәтиже беріп жатқан курс жоқ. Келгендер қазір міне 35-36 ағымның аға тобы оқып отыр. Карантин кезінің өзінде сұмдық риза болып айтып жатыр, аға 1 миллион 45 минуттық емес, 45 миллиондық білім алып жатырмыз деп. Солардан сұраңыздар. Міне 25 сәуір күні бізде осы 36 ағымның Б тобы старт алады. Мен ойлаймын, 1-2 сабақ онлайн, қалған офлайн өтеді. Бағасы $100 да жетпейді. Біздің ол бүкіл шығынымызда жаппайды. Бұл біздің халыққа жасап жатқан еңбегіміз. Осы бізде 4 курс қайталап айтайын. Психологиялық курс өзгергім келеді. Медитация жайлы, кванттық әлем жайлы, жалпы адамның өмірінің сапасы жайлы 50 күндік менің кемелденген тұлғам, ол 10 мың теңге тұрады. Кәсібіңді баста, кәсіп бастау жайлы, қой, мал, ауыл шаруашылығы, егістік, бау-бақша, өндіріс, қызмет көрсету, кез келген бизнесті қалай бастау жайлы тегін 12 күндік курсымыз бар. Содан кейін аламан. Осының бәрінің сіздерге қазір ақпараттарын береді. Болмаса өз телефоныңызды қалдырсаңыз, сізге менің көмекшілерім отыр, сізге толықтай ақпарат береді. Тағы қандай сұрақтар бар екен? Братан, шынымды айтшы, айлығың қанша? Мен, братан, если что, мен айлық ұсталмаймын, мен, братан. Бұл да бір жас жігіт шығар енді. Тәрбие көрмеген қайтеміз енді, ата-анасынан тәрбие көрмеген. Шетелден жақсы вакцина келсе, халықтың алдында дәлелдесе салдыруға қарсы емеспін. Әрине, біздің шырылдап жатқанымыз сол. Жақсы дұрыс вакцина келу керек, ол тексертілу керек. Енді маған қарсы емеспін деп Әділхан Абдибаев, әркім өзінің денсаулығына өзі жауап беруге тиіс. Жақсы ма? Маған серіктес керек еді. Дони Спатабаев, кәсіп жайлы, егер кәсіп жайлы ақшаңыз жоқ болса, мүлде ақшаңыз жоқ болса, 45 минуттық ақшаңыз жоқ болса, кәсібіңді баста деген курсқа қатынасыңыз, сол жерде кәсіп жайлы кез келген сұрақтан дауыс аласыз. Сізден дәріс алған шабандоздардың ішінен шығар деген ойдамын, шығады әрине. Кәсібіңді басталды ма? Басталды, нөміріңді қалдырған едім айзада. Нөміріңізді қалдырсаңыз, міндетті түрде хабарласады. Билл Гейтс сериалын қайдан көруге болады аға? Менің Facebook парақшама кіріңдерші, Ахметбек Нұрсила деп. Сол жерде 3 сериал кино бар, сол жерден тауып аласыздар. Теңіз дүкені, бизнес бастауға алғысым шексіз, аламанды оқыдым. Артық айтқан сөздерім шектен шыққан сұрақтар болса, кешірім сұраймын. Жақсы, кешірім сұрасам, мен саған ренжітті емеспін. Мен ешкімге ренжімеймін, өйткені сенің бір дұрыс ақпараттар естімедің, сол ұстанымға, теріс ұстанымға бекініп қалғаннан кейін сондай сөздерді айтып жатырсың деп ойлаймын. Келесі сұрақтар бар ма? Болды ма? Жақсы, болса, мен экранға қой. Сонымен, осы маманның пікірін тыңдадыңыздар. Енді сіздерге өтініш. Бұл қыруар ақша тұрады. Канал ашу деген оңай шаруа емес. Қаншама адам тегін жұмыс істеп жатыр. Күндіз түні монтаждап жатыр, реклама жіберіп жатырмыз. YouTube канал, операторлар жұмыс істеп жатыр. Бұл біздің Ахмет Байтұрсындар, Әлихандар айтқандай халыққа қызмет ету. Шәкәрім атамыздың өлеңімен, Ахмет Байтұрсынның өлеңімен аяқтағым келеді бүгінгі хабарды. Өйткені ұлт ұстаздары, екеуі де ұлт ұстазы. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл. Талаптан да өнер мен білім үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мәнсәптің тағышын. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағышын. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше. Жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық. Мәңгілік өлмейсің. Шәкәрім бабамыз айтқан, сондықтан мен де шын бақытты болғым келеді. Мен мәңгілік өлгім келмейді. Алаш ардақтылар сияқты мен де артыма тастап кеткім келеді. Сіз де дәл сол осыны маған айтылған өсиет деп тыңдаңыз, жақсы ма? Екінші, Ахмет Байтұрсынның өлеңін мен оқығым келеді. Рахатсыз өтсе де өмір жасым, Тәңірім бұл жолымнан айырмасын. Ұзақ жолға ниет қып бір шыққан соң, жарым жолдан қайтпаспын.
қарындасым. Тау да болар, бұл жолда су да болар, жаудың оғы, жазылған тор, ау да болар. Мынау пайда, ал мынау зиян демек, ерліктің ісі емес, сауда болар. Шаршайды деп ойлама шалдыққаннан, ұзақсынып жатпаспын жалыққаннан. Жұрт қолымнан келмесе өкпелемес, барын сақтап, мен аяп, алып қалман. Жұрт білемін бұнымды ұқпайтынын, көтермеге талғанда шықпайтынын, шалыс басып аяқтан жығылғанда, жатқаныңнан тұрма деп нықтайтынын. Мен өлсем де өлермін жөнімменен, тәннен басқа немдалар өлімменен. Өлген күні апарып тығары көр, мен жоқ болман көміліп тәнімменен. Тән көмілер, көмілмес еткенісім, ойлайтұғын мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Міне, рахатсыз өтсе де өмір жасым деп, ана түрмені, абақтыны, қиыншылықты өз қалауымен таңдап алған. Қандай адамдар, біздің бүгін егеменді елде өмір сүріп жатқанымыз, бұл солардың арқасы. 17 жылы Алашорданы құрды, өкіметті құрды, алғашқы қазақ өкіметін. Жерімізді 20 жылы бекітіп, Ленинге қол қойдырып тұрып, сол кезде көсемге Ленинге қол қойдырып бекітіп алды. 91 жылы біз бөлініп шыққан кезде сол территорияны бөлініп шықтық. Алашорда болмаса, сол кезде картамен қазақтың жері бекілмесе, онда біз ел болып қалар едік, жоқ башқұрттар, татарлар сияқты Ресейдің құрамындағы бір бұратана халық болып қалар едік. Сондықтан олардың аманаты бүгін әрбір қазақ осыны еске алып жұмыс істеу керек. Әлихан Бөкейхан айтқан, әр ұрпақ өзінің мойнына алған жүкті жетер жеріне дейін апарып тастау керек. Болмағанда біз болашаққа үлкен жүк қалдырамыз. Болашақ бізге алғыс айтама, қарғыс айтама, осыған байланысты дейді. Сондықтан осындай жауапкершілікті біз түсіне білейік. Сол ашаршылық жылдары халықтан мал жинап, осы оңтүстікке әкеліп мал таратқан Жүсіпбек Аймауытовтың үстінен арыз жазып, өзі қазағы, мына малды өз жеке басына пайдаланып кетті деп соттатқан. Сол Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі. Оқығандар, халық біз оқығандар, қазіргі заман жан тыныштығын іздейтін, қызық қуатын заман емес. Қазіргі заман қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Біз халық үшін емес, халық біз үшін. Олай болғанда біздің мойнымызда халықтың зор жүгі, үлкен борышы тұр дейді. Кейін алғыс естейміз бе, қарғыс естейміз бе, осыған байланысты деп солар шырылдап кеткен. Сіздер мен біздер, егер бірдеңке біліміміз бар болса, оқысақ, осыны елге бөлісе жүрейік, тарата жүрейік. Сіздерге мен соңғы өтінішім, біз сізге тегін хабар беріп жатырмыз. Бүкіл туысқандарға, достарыңызға, таныстарыңызға тарата жүріңіздер. Егер де қандай да бір тұрған жеріңізде бөлісетін бір жақсы ақпарат болса, елмен шүйінші мынандай нәрсе болып жатыр деп ақсұңқар астындағы жемін шашып жейді дейді. Соны көрсеткіңіз келсе, видеомен жіберіңіз бағанағы Сен ТВ каналына. Егер де бір келеңсіз жағдайлар, заң бұзушылықтар болып жатса, оны да жіберіңіз. Біз оны мына Сен ТВ-дан көрсетеміз. Біз біргеміз, болашақ үшін жұмыс істейік. Сонымен бүгінгі менің хабарым осымен аяқталды. Қазір сағат 6-тан бастап шетелмен байланыс болады. Бүгін Даниядағы бауырымыз сіздерге сол жақтағы болып жатқан жағдай жайлы, кәсіп жайлы өзінің ойларымен бөліседі. Сізде жүрегіңізде қандай сұрақтар бар, соны қоя отырыңыз. Ертең таңғы сағат 8-де кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Күн сайын сағат 8-де мен таңғы сабақтар өткіземін. Бүгін жалпы қазіргі тақырып депрессия жайлы, стресс жайлы, психология, нейробиология. Барлық достарға, туыстарға таныта жүретін сіздің ақ күн сияқты ыстық жүрегіңіз бар деп мен сенемін. Рахмет.